Оны тірілер тізімінен оқпен емес, қарындашпен сызып тастаған еді. Күлейша тізімге үңіліп отырып, Таңшолпанның аты жөнінің үстінен бір сызық тартып, еңбек етпейтін жан, келесі, деді. Таңшолпан үнсіз тұрды да, іштей есептеп үлгерді. Үйінде қалған тары 5-6 рет көже қылып ішуге ғана жетеді. Одан кейін алабыта, одан кейін ағаштың қабығы, сосын түк қалмайды. Бұл үмітсіздік емес еді. Бұл жалаң есеп болатын. Ал есеп ешқашан өтірік айтпайды. Ол есіктен сыртқа шықты. Дүние сұрғылт, суық, иен еді. Артынан аяқ дыбысы естілді. Жүзі ауыр, иығы кең бір еркек қасына келіп тоқтады. Біраз үнсіз тұрды да, маған үйге қарайласатын адам керек. 3 балам бар. Әйелім қайтыс болған. Басқа әйелдер келмейді. Тірлігі ауыр деп қорқады. Сені өз жауапкершілігіме аламын. Ертең таңға дейін ойлан, деді. Таңшолпан, неге мен? Деп сұрағысы келді. Бірақ әлгі кісі бұрылып кетіп бара жатты. Сол сәтте ол өзіне басқа сұрақ қойғанын түсінді. Неге мен емес? Мен не жоғалтамын деген сұрақ. Ал жоғалтатын ештеңесі жоқ еді. Жайықтың жағасына таяу отырған Қарабұлақ ауылы уезд орталығынан 20 шақырымдай жердеді. Бұрын бұл ауылда 300-ге жуық шаңырақ түтін түтететін. Енді соның жартысы да қалмаған. Бірі аштықтан қырылды, бірі босып кетті. Енді бірі тіршіліктің аяусыз тезіне шыдамай жоқ болды. 1921 мен 1922 жылдың жұты бұл елге қара дауылдай тиді. Аштық кәріні де, жасты да аямады. Артынша сүзек жайлап, аштықтан аман қалғандарды іріктеп алып кетті. Кімнің шамасы келсе, қалаға, зауытқа, артельге, күнкөріс бар жаққа безіп жатты. Кімнің аяғы байлаулы болса, сол туған жерінде қалып қойды. 1923 жылдың қазаны құрғақ әрі ызғарлы болды. Аштықтың ең қаралы шағы өтіп біткенмен, ізі әр үйде сайрап тұрды. Шатыры ортасына түскен иесіз үйлер, арамшөп басқан бақшалар, терезесі үмірейіп қалған тамдар. 3 үйге бір арық ешкі әрең табылатын. Оның өзін саусаң да, тамшы сүт зорға түседі. Жер өнім бергенмен сараң еді. Мал атаулы сиреп кеткен. Сондықтан қолына айыр, орақ ұстай алатын әр жан алтынмен тең болатын. Қарабұлақтағы артель ол кезде колхоз емес еді. Ұжымдастыруға әлі уақыт бар. Колхоз деген сөзді жұрт ауданнан келетін қағаз бен газеттерден ғана еститін. Ал мұнда бар болғаны кооперативтік артель құрылған. Яғни, жеке-жеке күн көре алмайтынын түсінген жұрттың тіршілікті бірге сүйреуге жасаған амалы. Жер ортақ жыртылды. Құрал ортақ қолданылды. Өнім еңбек күніне қарай бөлінді. Кім еңбек етсе, сол ішеді. Етпесе, аузына ас тимейді. Қарапайым тәртіп, бірақ қатал. Артель жиналысы бұрынғы ескі мектеп үйінде өтті. Сылағы түскен, қабырғасы оңып кеткен ұзынша үйдің іші лық толы. 50-60 адам жиналған, көбі әйелдер. Соғыс, жұт, сүзек еркек кіндіктіні қатты сиретіп тастаған. Бір еркекке 3-4 жесірден келетін кез. Алдыңғы үстелде ұзын тізімдер жайылған. Қарындашпен шимайланған бағандар, аты жөні, үй ішінің саны, қанша күн еңбек еткені, қанша үлес тиесілі екені. Үстелдің қасында бір қап тары, жарты бөшке 40 қабат, бір байлам кепкен саңырау құлақ жатыр. Аз, бірақ қазан айының нәпақасы осы. Соның өзін бөлгенде жеткізу керек. Тізім басында Күлейша қара кемпір қызы отырды. Әйелдер кеңесінің төрайымы, қабағы қатулы, жүзі суық, бірақ өзінше әділетшіл әйел. Жас кезінде байдың жалшысы болған. Өгізше жегіліп еңбек еткен. Шөп арасында босанып, артынша қайта орақ ұстаған күндері де аз болмаған. Сондықтан ол, біреудің нанын тер төкпей жеген жанды жан тәнімен жек көретін. Төңкеріс Күлейша үшін ұран емес, кек еді. Занды кек. Енді қолына тізім беріліп, кімге үлес бар, кімге жоқ екенін шешетін күн туған соң, сол билікті аяусыз пайдаланып отыр. Жақыповтар отбасы, деді ол. 2 ересек, 3 бала. 62 күн еңбек, толық үлес. Келесі. Жұрт бас изеді. Ешкім қарсы шыққан жоқ. Есеп бәріне түсінікті. Пелагия кемпір. Жалғыз. 48 күн. Жарт үлес. Қара жаулық тартқан кемпір орнынан тұрып, басын изеп қайта отырды. Жарт үлес болса, жарт үлес. Оған да шүкір. Сапар Нұрмұханұлы. 3 бала. 81 күн еңбек.
балаларына қосымша үлеспен толық беріледі. Сапар қабырға жақта үнсіз отырған. Жасы 35-тер шамасында, иығы қақпақтай, жүзі қырланған ағаштай қату. Көздері бозғылт сұр, тіке қарайды. Қолындағы көнтері сіңіп кеткен. Сол алақанында майданнан қалған қылыш ізі бар. Ол қызыл әскерде қарапайым жауынгер болған. Басшылықта жүрмеген, бұйрық берген емес. Жай ғана жаяу солдат. Тірі оралғанымен бүтін оралмаған. Ол майданда жүргенде әйелі Зере сүзектен қайтыс болып, 3 баласы жетім қалған. Сапар сол үшеуін өзі бағып қағып өсіріп келеді. Ешкімге мұңын шақпады. Ешкіммен жанашырлық сұрамады. Тек еңбек етті. Ауылда артель құрылғанда оны ұйымдастырушылардың бірі етіп қойғанда сондықтан. Идеясы үшін емес. Есепке жүйрік, ұры емес, жауапкершіліктен қашпайтын адам болған үшін. Сапар тірліктің адамы еді. Ондай адам ол кезде қымбат болатын. Күлейша келесі парақты аударды да бір жерге келіп тоқтап қалды. Тәңірберген қызы Таңшолпан. Жұрттың іші бір сәтке тына қалды. Ауылда оның кім екенін білмейтін жан жоқ. Таңшолпан артқы орындықта көлеңке жақта отырған. Жасы 28-де болса да өңі солып қартайып көрінеді. Беті суалған, шық-шыты шығып кеткен. Қомырқай шашын орамалдың астына түйіп қойған. Үстіндегі сұр көйлегі талай жамалған. Қолдары қызарып жарылып кеткен, бірақ өзі тіп-тіп отыр. Күлейшаға тіке қарап отыр. Қорықпай емес. Қорқатын шегінен өтіп кеткен адамның кейпімен. Тәңірберген қызы Таңшолпан, деп Күлейша даусын қатайта түсті. Бұрынғы молданың қызы. Ауыл кеңесінің шешімі бойынша еңбекші қатарға жатпайды. Үлес берілмейді. Сөйтті де оның атының үстінен бір-ақ сызық тартты. Келесі. Таңшолпан орнынан ұмтылып тұрған жоқ. Жалынып жалбарынған жоқ. Тек тізесіне қойған саусақтар ғана қаттырақ жұмылды. Осы бір ауыз сөз оның қалған үмітінде шорт кескендей болды. Енді оған үлес жоқ. Артелден көмек жоқ. Ресми жұмыс жоқ. Әкесі атылған соң ол жалғыз қалды. Қаңтардың қақаған аязында жер темірдей қатқан шақта өзі жалғыз барып бос қабір қазған. Денесін бермеген әкесіне белгі болсын деп. Сол күннен бастап ауылдың адамдары сырт айналды. Әуелі амандаспайтын болды. Кейін есік ашпайтын болды. Ақыры бар екенін мүлде ұмытқандай күйге жетті. 2 жыл бойы Таңшолпан ауыл шетіндегі қисық лашықта күнелтті. Мал жоқ, бақша жоқ. Тұрақты кәсіп жоқ. Алабұта теріп, саңырау құлақ жинап, біреудің киімін жамап беріп, бір уыс ұн тапса, соған шүкір ететін. Жұт жылынан да әупірімдеп аман қалған. Аз ішті. Не жеуге болатынын білді. Анасы парасат емші еді. Шөптің тілін түсінетін. Қай өсімдікке қандай шипа барын білетін. Сол білім Таңшолпанға да жұққан. Бірақ күзге қарай артелдің заңы қатайды. Кім мүше емес, соған үлес жоқ. Нанды еккендер жейді. Таңшолпан артелде тіркелмеген. Демек, үлес те жоқ. Ол жайлап орнынан тұрды да сыртқа шықты. Сырттағы ауа ащы еді. Түтінмен шіріген сабанның иісі араласқан, күздің салқыны сүйектен өтеді. Аспан аласа сыр. Көшенің лайы том болып татқан. Терезесі сынған үйлер, отынға бұзылған шарбақтар, жусан басқан аулалар. Дүние шын мәнінде қаңырап қалғандай еді. Таңшолпан сонда тұрып есептеді. Үйінде 3-4 уыс тары бар. 5-6 рет ботқа қылуға ғана жетеді. Одан кейін алабұта. Одан кейін ағаштың қабығы. Одан кейін ештеңе жоқ. Бұл жылау емес, құрғақ есеп. Ал есеп ешқашан алдамайды. Сол кезде артынан аяқ дыбысы естілді. Ол бұрылмады. Жанына Сапар келіп тоқтады. Біраз үнсіз тұрды. Сосын жолға қарап тұрып, маған үйге адам керек. 3 балам бар. Әйелім өлген. Басқа әйелдер келмейді. Тірлігі ауыр деп именеді. Сені өз жауапкершілігіме аламын. Таңға дейін ойлан, деді. Таңшолпан басын бұрып қарады. Неге мен? Сапар қысқа ғана жауап берді. Басқалар келмейді. Әркімнің өз шаруасы, өз малы, өз бала-шағасы бар. 3 бөтен бала, қабағы қату еркек. Ауыр үй тірлігі, ешкімде керек емес. Ал сен жалғызсың. Жаңа қалай тұрғаныңды көрдім. Жалынбадың, жыламадың. Кек тік тұрдың. Соны ұмытпадым. Ол сөйтті де кетіп қалды.
Таңшолпан ұзақ қарап тұрды. Кейін үйіне қайтты. Қаптағы тарысын тағы санады. Түн ортасына дейін ойланды. Бұл үйге әйел болып бармайды. Күтуші, жұмысшы болып барады. Оның есесіне бір тілім нан табады. Қауіпсіз төсек орны болады. Қысқа жетер жылу болады. Бармай қалса, өлім алыс емес еді. Таң ата жалғыз бүтін көйлегін киіп, орамалын түзеп байлап, Сапардың үйіне қарай беттеді. Сапардың үйі Қарабұлақтың орталау тұсында екен. Жыпыны болғанмен берік. Шарбақпен қошалған. Ауласы сыпырылған. Бір арық ешкі қазықта байланып тұр. Сарай түбінде отын ұқыпты үйілген. Есік алдында 3 бала тұр екен. Үлкені Ғабит. 14-тегі әкесіне тартқан, қабағы қату. Ортаншысы Гүлнәр. 9-дар шамасында. Жүзі сабырлы, ерте есейген қыз. Кішісі Бекен. 6 жасар. Әпкесінің тасасына тығылып тұрған үркек бала. Менің атым Таңшолпан, деді ол жай ғана. Әкелерің мені осы үйге жұмысқа алды. Тамақ істеймін, кір жуамын, үйге қараймын. Ғабит үндеген жоқ. Оның орнына Гүлнәр. Кіріңіз, деді. Дауысы сыпайы, бірақ суық. Әкем, сіз пештің ар жағындағы тар бөлмеде жатасыз, деді. Таңшолпан басын изеп, табалдырықтан аттады. Ғабит баяу ғана шетке жылжыды. Бірақ көзқарасын тайдырмады. Бекен әпкесіне одан сайын жабыса түсті. Арт жағынан Ғабиттің сыбырын естіді. Бұл мұнда уақытша ғана. Таңшолпан артына бұрылмады. Үйдің іші жылы екен. Жыпыны болғанмен сүйегі мықты. Пеші жақсы қаланған. Қабырғасы қалың, терезелері бүтін. Бірақ іштегі бір нәзік жылу әлде қашан өшкендей. Әйел қолының ізі бар, өзі жоқ. Үстелде жуылмай қалған ыдыстардың жұрнағы. Терезе алдында құраған жалбыз. Пеш түбінде тозған сыпырғы. Орындық үстінде жіптері салбыратпалған, жамалған бала көйлегі. Бір бұрышта бос бесік тұр. Оның үстіне жабылған көрпе тісінен айырылып кеткен. Таңшолпан табалдырықта тұрып-ақ түсінді. Бұл үйде бір кезде мейірім болған. Бұл үйде әйелдің күлкісі, ананың аялы алақаны, кешкі ас үстіндегі жылу болған. Кейін соның бәрі үзіліп қалған. Сіздің бөлмеңіз осы, деді Гүлнәр пештің ар жағын көрсетіп. Ол жер тарғана қуыс екен. Ұзыннан 4 адымдай, көлденеңінен 2 адымдай. Терезе жоқ. Жарық тек пеш жанғанда ғана түседі. Ішінде тақтайдан жасалған тар төсек. Қабырғаға қағылған бір шеге. Бұрышта бос ағаш жәшік қана бар. Таңшолпан түйіншегін төсек шетіне қойды. Оның бар мүлкі де көп емес еді. Бір ауыстырар көйлек, бір төменгі етек, орамал, тарақ, анасының ескі дұғалығы және шүберекке түйілген бойтұмары. Рахмет, деді ол. Қол жуатын су қайда? Ана бұрышта, деді Гүлнәр. Шелектегі су азайды. Кешке мен құдықтан әкелем. Өзім әкеле саламын. Құдық қайда екенін айта сал. Гүлнәр оған сыни қарап алды. Шарбақтан шыққанда солға 10 қадам. Шелек ілулі тұр. Таңшолпан басын изеді. Бірінші күні көп сөз болған жоқ. Ол үйді шолып шықты. Бағалау үшін емес, не қайда тұрғанын білу үшін. Пеш жақсы тартады. Бірақ бір жерінде саңылау бар. Үстел мықты. Қабырға жақта сандық тұр, құлыптаулы. Керезе алдында ескі ұршық. Оның үстінде иіріліп бітпеген жүн жіп жатыр. Таңшолпан оған да қол тигізген жоқ. Бөтеннің дүниесі. Сыртқа шыққанда қазықтағы ешкі оған күдіктене қарады. Ол жанына жайлап барып, алақанын созды. Ешкі иіскеп көрді де, басын бұрып әкетті. Жат қолды жақтырмады. Таңшолпан іштей түсінді. Мұны сау оңай болмайды. Біртіндеп үйрету керек. Үйдің артындағы бақша қараусыз қалыпты. Арамшөп басып кеткен. Қазылмай қалған сәбіздің жасыл ұштары көрінеді. Бірлі жарым асқабақ шіріп жатыр. Жердің топырағын уыстап көріп еді. Қара, майлы, қынарлы. Көктем туса бұл жерден талай нәрсе өсіруге болады. Кек көктембе жетсем болғаны, деп ойлады ол. Кешкісін Сапар қайтып келді. Қасында Ғабит бар. Бала үнсіз үйге кіріп кетті. Сапар басқыш түбінде етерінің балшығын қағып тұрып, «Кешкі ас дайын ба?» деп сұрады. «Жоқ», деді Таңшолпан. «Не қайда тұрғанын білмеймін. Рұқсатсыз ақтарғым келмеді». Сапар басын изеді. «Дұрыс істегенсің, үйге кір. Гүлнәр көрсетеді». Гүлнәр пеш қасында шойын қазанға үңіліп тұр екен.
Әкем енді тамақты сіз істейді деді ол сабырмен. Тары пештің қасында, пияз орындық астындағы торда, май ана ыдыста, 40 қабат бөшкеде, сарайда. Нанды мен пісіремін. Әкем сіз үйреніп кеткенше пешке нан салмайсың деді. Таңшолпан: бүгін не істейміз деп сұрады. Көже, тары, пияз, май, су қайнап тұр. Мен бастап қойдым, сіз аяқтаңыз. Гүлнәр шетке шықты. Таңшолпан қазанға қарады. Тары салынған, бірақ тұзы жоқ, пиязы жоқ. Демек қыз оны әдейі сынаттыр. Анасы қалай істеген біле ме? Жаңа келген әйел шеше ала ма, соны бақылайды. Таңшолпан үндемей пиязды майдалап тұрады. Қазанға тастады. Бір шымшым тұз салды. Бір қасық май қосты. Астын баяулатты. Қақпағын жартылай жапты. Гүлнәр үнсіз бақылап тұрды. Анам пиязды бұлай турамайтын деді ол біраздан соң. Ірірек етіп турайтын. Таңшолпан басын көтеріп: келесі жолы анаң қалай тураған өзің көрсет. Мен солай істеймін деді. Гүлнәр бір сәт таңғалып қалды. Сосын басын изеді. Кешкі ас іші үнсіз өтті. Үстел басында 5 адам отырды. Сапар төрде. Оның оң жағында Гүлнәр мен Бекен, шетте Ғабит, қарсысында Таңшолпан. Ыстық көже буы бұрқырап тұр. Қаранан 5-ке тең бөлініп кесілген. Сапар әрқайсына бірдей үлестірді. Таңшолпанға балалардан аз бермеді. Бұл оның алғашқы байқағаны болды. Бұл үйде кім еңбек етсе, соған тең ас беріледі. Таңшолпан асықпай жеді. Ұзақ уақыт аш жүрген адамға бірден тойып жеуге болмайтынын ол білетін. Өгінді нанды аз-аздан үзіп, көжемен шылап, жайлап жұтты. Бекен бірінші болып ішіп бітірді. Таңшолпанға үлкен көзімен бір қарап, әпкесінің ұйығына бетін тыға қойды. Бекен, жасырынба деді Гүлнәр жаймен. Тәте бізге бөтен емес. Енді бізбен тұрады. Бала бәрібір басын көтермеді. Ғабит бір ауыз сөз айтпай ішті. Соңғы қасықты жұтып, орнынан тұрды да, аузын жеңмен сүртіп, бөлменің түкпіріне кетіп қалды. Таңшолпан оның артына қарамады. Сапар бәрінен соң ішіп болды да, тостағанын ысырып қойып, ертеңнен бастап жұмысты таңмен бастайсың деді. Гүлнәр не істеу керегін көрсетеді. Мен артельге кетемін, түсте ораламын. Ғабит мектепке барады, сосын жұмысқа қосылады. Бекен үйде болады. Ешкіні күніне 2 рет сауасын, таңертең және кешке. Сүт алдымен балаларға, артық қалса үй тамыз. Таңшолпан басын изеді. Кір қашан жуылады? Сенбі күні, өзен жақта. Орнын Гүлнәр көрсетеді. Сабын сарайда. Осыны айтып Сапар орнынан тұрды. Қабырғадағы ілгектен күпісін алып, төргі бөлмеге кіріп кетті. Гүлнәр ыдыстарды жинай бастады. Таңшолпан орнынан көтеріле бергенде: мен өзім деді қыз. Сіз шаршаған шығарсыз, барып демалыңыз. Таңшолпан дауласпады. Пештің ар жағындағы тар төсебіне барып жатты. Күпі жамылып, қараңғылыққа қарап ұзақ жатты. Төр жақтан бәсең дыбыстар естіліп тұрды. Балалардың сыбыры, еденнің сықыры, пештің ішіндегі шоқтым тықыры. Ол бұл үйге бөтен болып келді. Бірақ дәл осы түні, ұзақ уақыттан бері алғаш рет, аш қарынға емес, бір тілім нан жеген күйі көз ілді. Таңшолпан сол түні көпке дейін ұйықтай алмады. Пештің қызуы жайлап тарап, тар қуыстың іші бірте-бірте жылынып бара жатты. Сыртта күздің ызғары тұрғанымен, бұл үйдің іші бәрібір оның ескі лашығынан 1000 есе жайлы еді. Бірақ адамның тәні жылынғанымен, көңілі бірден жібімейді екен. Ол жатып алып, үй ішінің дыбысын тыңдады. Гүлнәрдің ыдыс жуғандағы баяу қимылы. Бекеннің бірдеңеден секем алып оянғандай пысылы. Ғабиттің арғы жақта ауыр қозғалғаны. Сапардың төр жақта біресе еденді сықырлатып, біресе үнсіз қалып жүргені бәрі естіліп тұрды. Бұл үйде үнсіздікте тірі еді. Таңшолпан дәл осы үнсіздіктің ішінде әлдебір ереже барын сезді. Бұл үйде артық сөз айтылмайды. Әркім өз қайғысын ішіне жұтады. Әркім өз орнын біледі. Жылау дауыстап емес, іштен болады. Сағыну да солай. Аштықта, жоқшылықта, өлімнің ізі де бәрі осы үйдің қабырғасына сіңіп қалған. Ол көзін жұмып жатып, зерені ойлап көрді. Бұл үйдің марқұм бәйбішесі қандай болған екен? Ұршық басында жіп ергенде не ойлады екен? Керезе алдына жалбызды өзі қойған шығар. Бесіктің жамылғысында өзі тіккен болар. Есік жақта тұрған баланың көйлегінде сол жамаған. Қанша жоқшылық көрсе де, үйдің ұйтқысы болуға тырысқан әйел екені көрініп тұр.
Таңшолпан бөтен әйелдің ізі қалған үйге кіргенін анық сезді. Сол себепті ол бір нәрсені дәл сол тынақ іштей бекініп қойды. Бұл үйге келісімен ештеңені тартып алмайды. Ешкімнің орнын басуға ұмтылмайды. Балаларға өзін күшпен жақындатпайды. Әзірге оның міндеті біреу ғана. Осы шаңыраққа салмақ салмай, керісінше жеңілдік әкелу. Таң алдында ғана көзі ілініп кеткен екен. Ол әдеттегіден ерте оянды. Үй іші әлі қара көлеңке. Пештің шоғы сөніп барады. Сырттан салқын леп кіреді. Таңшолпан ақырын тұрып, күпісін иығына ілді де, пештің аузын ашып, шоқты тыртып көрді. Әлі жаны бар екен. Қолына қысқа шалып, шоқтың арасына майда жаңқа салып, үстіне бір-екі қи тастады. От баяу маздап қызара түсті. Ол оттың тілін көргенде, өз көңіліне де бір жұбаныш кіргендей болды. Қай үйде болса да тіршілік от жаққаннан басталады. Суық сумен бетін шайып алды да сыртқа шықты. Таңғы ауа бет қарып түседі. Аспан әлі қарасыр. Тек шығыс жақтан бозамық жарық білінеді. Қазықтағы ешкі оны көріп, мойнын созып, бір-екі рет маңырап қойды. «Жә, мен де саған жатпын, сен де маған жатсың», деді Таңшолпан ақырын. Ол қолын жайлап созып, ешкінің мойын тұсына сипап көрді. Бұл жолы мал шегінбеді, тек құлағын жыбырлатты. Таңшолпан тізерлеп отырып, ыдысын тосып, сауа бастады. Алғашында сүт дұрыс жүрмеді. Ешкі жат қолды әлі толық қабылдамаған. Бірақ біраздан кейін жуаси бастады. Ыдыс түбіне жылы сүттің алғашқы тамшылары тырс-тырс түсті. Ол соған да шүкір деді. Сүтті үйге кіргізіп, қазанның жанына қойды. Сосын орындық астындағы тордан пияз алып, тарыны өлшеп, таңғы ас қамына кірісті. Қимылын асықтырмай, бірақ қыдырмей жасады. Үйдің қай жері қалай екенін бір күннің ішінде есте сақтата білгірген екен. Сәлден кейін Гүлнәр оянды. Ол пеш түбінде еңкейіп жүрген Таңшолпанды көріп, таңырқай бір сәт қарап тұрды. «Сіз ерте тұрасыз екен», деді. «Үйі бар адам ерте тұрмаса болмайды», деді Таңшолпан. Гүлнәр ештеңе демеді. Бірақ осы жолы оның үнінде кешегідей мұз жоқ еді. Артынша Бекен оянды. Көзін уқалап әпкесіне жақындап келді. Таңшолпан оған тура қарамай, тек күлімсірегендей болды. Бала үркіп қалмасын деді. Ғабит ең соңынан тұрды. Ол тысқа шығып келіп, суық сумен бетін жуып, ешкімге қарамай үстел басына отырды. Кешегідей қырын көзбен қараған жоқ, бірақ жылы шырайда танытпады. Сапар төргі бөлмеден шыққанда дастархан жайылып тұрған еді. Қара нан кесілген. Буға піскен тары көже дайын. Жаңа сауылған сүт кішкене тостағандарға қиылған. Ол бір сәт үнсіз қарап тұрды. «Ерте бастапсың», деді сосын. «Үй тірлігі ерте басталады», деп жауап қатты Таңшолпан. Сапар басын изеп отырды. Таңғы аста тым-тырс өтті. Бірақ кеше мен бүгіннің арасында кішкентай ғана айырма бар еді. Кеше Таңшолпан бұл үстелде бөтен адам сияқты отырған. Ал бүгін ол осы үйдің жұмысын бастап үлгерген жан секілдеді. Айырмасы көзге көрінбейтін, бірақ сезілетін бір жұқа жіптей. Бекен сүтін ішіп отырып, бір кезде тостағанның жиегіне мұрнын тигізіп алды. Гүлнәр күліп жібермей тек «абайла» деді. Таңшолпан орнынан тұрып, баланың иегіне жұққан сүтті шүберекпен ақырын сүртті. Бекен селт етіп әпкесіне қарады. Бірақ жыламады, қашпады да. Тек үлкен көзімен Таңшолпанға таңырқай қарап қалды. Бұл да кішкентай белгі еді. Ас үстінде Сапар күнделікті жұмысты бөліп айтты. «Мен артельге кетемін. Түске қарай оралуым мүмкін, мүмкін емес. Ғабит түске дейін мектепке барады. Түстен кейін қамба жақта да болады. Гүлнәр үй шаруасына қарайды. Бекен үйде. Аулыдағы отынды үнемдеу керек. 40 қабат бөшкесінде босқа ашып жаппаңдар». Сосын Таңшолпанға бұрылып: «Бақша жаққа көзім түссе қара. Көктемге дейін не аман қалса, соны сақтайық», деді. «Қараймын», деді ол, қысқа ғана. Ғабит орнынан тұрып, дорбасын иығына ілді. Есіктен шығар алдында бір сәт кідірді де: «Менің көйлегіме тимеңіз», деді, қабағын тиіп. «Өзім білемін». Таңшолпан оған тура қарап: «Тиейін деп отырғаным жоқ», деді жай ғана. «Өзің не нәрсеге дайын болсаң, соны ғана істеймін». Ғабит бұған не дерін білмегендей кез бұрылып шығып кетті. Гүлнәр оның артынан қарап тұрып қалды. «Ағам сізді жақтырмай жүр», деді, сосын ашық. «Байқап тұрмын», деді Таңшолпан. «Ол анамнан кейін үйге бөтен адам кіргенін қаламайды.
Таңшолпан бір сәт үнсіз қалды. Сосын, қаламауға хақысы бар, деді. Гүлнәр осыны күтпегендей оған жалт қарады. Сіз ренжімейсіз бе? Неге ренжімін? Ана орны босап қалған үйге бөтен адам бір күнде сіңіп кете ме? Оның үстіне менің келуім сендерге де оңай емес. Гүлнәр ештеңе демеді. Бірақ ол осы сәтте Таңшолпанға алғаш рет тек жұмысқа келген әйел деп емес, ой бар адам деп қарағандай болды. Күн көтерілген соң Таңшолпан аулаға шықты. Әуелі отын үйілген жерді реттеді. Сосын бақшаны айналып шықты. Топырақ әлі тың. Қол тимегені көрініп тұр. Сәбіздің кейбірі жер астында қалған. Үсіп кеткенімен малға жем болар. Бұрыштағы бір-екі асқабақ шірмей аман жатыр. Жусан арасынан жуаның құраған сабақтары көрінеді. Ол еңкейіп, топырақта уыстап-ұстап көрді. Мына жер көктемде мол өнім бере алады деп ойлады. Кек аман шығу керек. Қайтып келе жатып, қора түбіндегі бос орынға көзі түсті. Бұрын бұл жерде қой тұрған сияқты. Ескі астау, шірген қазық. Қораның ішкі қабырғасындағы жүннім жұрнағы соны аңғартады. Таңшолпан іште есептеп қойды. Көктем шыға бір-екі қой ұстауға мүмкіндік болса, бұл үйге үлкен медет болар еді. Ешкі сүті бар, бірақ қойдың жүні де, еті де, тірлігі де басқа. Ол осы үйге кіргелі алғаш рет, мен емес, бұл үй деп ойлай бастағанын өзде аңғармады. Түске дейін ол біраз шаруаны тындырып тастады. Еденді сыпырды. Босаға жақтағы шамды сыртты. Бекеннің жыртылған жеңін тігіп берді. Гүлнәр қасында жүріп, біресе үнсіз бақылап, біресе керек затты әкеліп беріп жүрді. Екеуінің арасындағы қабырға баяу сөгіліп келе жатқандай. Мұны шешең қалай істейтін еді? Деп сұрады кейде Таңшолпан. Гүлнәр алғашында қысқа жауап беретін. Кейінірек өзі айтып кетті. Анам еденді аптасына 2 рет жуады. Нанды кешке илеп, там атпай пешке салады. Ғабиттің көйлебін өзі жамаса да, оған білдірмейді. Бекен түнде қорқып оянса, ән айтатын. Соңғы сөзді айтқанда қыздың даусы дірілдеп кетті. Таңшолпан оған қараған жоқ. Қыздың намысына тимесін деді. Тек, ән білсең, кешке өзің айтып берерсін деді. Гүлнәр басын төмен салды. Білмеймін, анамен бірге кетіп қалған сияқты. Таңшолпан сонда ғана қызға бұрылып қарады. Оның жанарында жасы толқып тұрғанын көрді. Кетпейді, деді жаймен. Ән де, мейірім де жоғалып кетпейді. Тек адам ұмытып қалады. Еске түссе, қайта оралады. Гүлнәр көзін тайдырып әкетті. Бірақ сол сәттен кейін ол Таңшолпанның қасында бұрынғыдан ергінірек жүре бастады. Түстен кейін Сапар күтпеген жерден ерте оралды. Ол аулаға кірген бойда тоқтап қалды. Өйткені таңертең шашылып жатқан жердің біразы ретке келіп қалған еді. Отын түзу жиналған, аула сыпырылған. Босағадағы ескі ыдыстар жуылып, төңкеріліп қойылған. Тіпті қора жақтағы сынған науа да бір шетке шығарылыпты. Сапар үйге кірді. Үйдің іші де басқаша еді. Баяғыда емес, таза ауаның иісі бар. Пештің үсті сүртілген, терезе алды реттелген. Шүберек жуылып ілініп қойылған. Ол мұның бәрін үнсіз байқады. Таңшолпан дәл сол сәтте қазандағы асты араластырып тұр екен. Түске келдіңіз бе? Деді ол. Иә, деді Сапар. Жұмыс ертерек бітті. Сосын аз кем кідіріп. Үйдің іші өзгеріп қалыпты, деді. Кек көзге түскенін жинадым. Көзге түскеннің өзі көп екен. Таңшолпан үндемеді. Сапар үстел шетіне отырып, қолын жуды. Гүлнәр алдынан тостаған әкеліп қойды. Бекен де жүгіріп келді, ал Ғабит жоқ. Ғабит қайда? Деп сұрады әкесі. Мектептен кейін қамба жаққа кеткен, деді Гүлнәр. Кешігем, деді. Сапар басын изеді. Түскі асты ішіп отырып, ол Таңшолпанға анда-санда көз тастап қояды. Оның қимылы шырақ, бірақ асығыс емес. Артық сөйлемейді, балаларға жалпылдамайды, өзін күштеп тықпаламайды. Сапар мұның бәрін байқап отыр. Ас үстінде Бекен кенет. Тәте, деп қалды. Үй іші бір сәтке тұна қалды. Бала өзі де не айтқанын аңғармай қалғандай әпкесіне жалт қарады. Гүлнәрдің де көзі үлкейіп кетті. Ал Таңшолпан қасы ұстап отырған қалпы тыныш қана. Не болды Бекенжан? Деді. Бала саусағымен қазан жақты көрсетті. Маған көжеден тағы аздап құйып бересіз бе? Таңшолпан жымиған жоқ. Қуанып кеткенін білдірмеді. Кек орнынан тұрып, баланың тостағанына тағы аздап құйып берді.
Бекен бұл жолы қашпады. Тіпті тостаған екі қолдап алып тұрып, «Рахмет», деді. Осы бір қысқа сөз үй ішіндегі ауаға көзге көрінбейтін жылылық қосқандай болды. Сапарда Гүлнәрді үндеген жоқ. Бірақ екеуі де соны сезді. Кешке Ғабит қайтқанда күн еңкейіп кеткен еді. Үстіндегі күртесі шаң, етегі балшық. Үйге кіріп келіп, төр жаққа өте бергенде, көзі босағаға ілінген өз көйлегіне түсті. Жыртығы тігіліпті. Бірақ ебедейсіз емес, ұқыпты. Жамалғаны білінгенмен, шебер қолмен тігілген. Ғабиттің жүзі бірден суып кетті. «Мен кимен іздедім ғой», деді ол қаттырақ. Гүлнәр селкете қалды. Бекен де әпкесінің жанына тығыла түсті. Таңшолпан болса, асықпай бұрылды. «Оны мен емес», Гүлнәр көрсеткен жерден алып, жыртығы көзіме түсті. «Тіктім», деді сабырмен. «Маған керек емес ондай жақсылық». «Онда ертең жыртық таста», деді Таңшолпан сол қалпы. «Бірақ жыртық киіммен жүргенің саған да абырой емес». Ғабит бұған тосылып қалды. Ол ашуға бұлыққанмен қарсы уәж таба алмады. «Менің шешемнің орнын ешкім баспайды», деді сосын тістеніп. Таңшолпан бұл жолы оның жүзіне тік қарады. «Мен де соны білемін», деді. Ғабиттің қабағы сәл қозғалды. «Мен бұл үйге ешкімнің орнын басуға келген жоқпын. Әкең шақырды. Сендерге ас дайындап, үйге қарасуға келдім. Шешемнің орнын тартып алуға емес». Үй іші жым-жырт болды. Ғабит бір сәт тапжылмай тұрды да, көйлебін іліп тұрған жерден жұлып алды. Бірақ оны лақтырып тастамады. Қолына қысып алып, үнсіз ішке кіріп кетті. Гүлнәр терең дем алды. Сапар бәрін сырттай көріп тұрған. Ол есік жақта аз уақыт үнсіз тұрды да, кек, «Ғабиттің жаны қатты жаралы», деді кешкісін, балалар ұйқыға жатқаннан кейін. Таңшолпан пеш түбіндегі шоғына қарап отырған. «Қатты жараланған жанның қабағы да қатты болады», деді ол. «Сен ренжіген жоқсың ба?» «Жоқ, ол бала ғой, шешесін сағынады. Мен оған кінә арта алмаймын». Сапар бір сәт үнсіз қалды. «Ауылдың да тілі жаман», деді сосын. «Ертең арғы күні бірдеңе дей бастайды». «Ауылдың тілі тоқтаған ба еді?» деді Таңшолпан. «Мен онсыз да олардың өсебінен аман жүрген жоқпын». Сапар еріксіз басын изеді. Осы жауаптан кейін ол Таңшолпанды бұрынғыдан сәл басқаша көрді. Әлсіз, панасыз әйел емес. Көпті көріп, көпке шыдап үйренген жан екенін ұқты. «Саған қиын болса, кейін кетем десең де, жолыңды бөгемеймін», деді ақыры. Таңшолпан пештегі шоққа қарап отырып, «Қиындық көрмеген адам емеспін», деді. «Бірақ бір нәрсені анық айтайын. Бұл үйде мені адам орнына қойсаңыздар, мен де барымды аямаймын». Сапар оның жүзіне ұзақ қарады. «Адам орнына қойған соң шақырып отырмын», деді жай ғана. Сол түні екеуінің арасында бұрын болмаған бір түсіністік орнады. Әлі жақындық емес, әлі сенім де толық емес. Бірақ бір-бірінің сөзін салмақтап, түмдайтын деңгейге жеткендей. Ал сыртта Қарабұлақ ауылы баяғы қалпымен суық тартып жатты. Бірақ осы үйдің ішінде, пештің қызуындай баяу ғана, жаңа тіршілік қылтия бастаған еді. Келесі күндері Таңшолпан бұл үйдің ырғағына біртіндеп сіңе бастады. Таң ата оянып, пешке от жағады. Ешкіні сауады, су тасиды, көже қояды. Балалардың киімін реттейді. Ол ешкімге өзін зорлап жақындатқан жоқ. Тек тірлікті, үнсіз, киянақты істей берді. Кейде адамды сөз емес, іс жуастады екен. Гүлнәр соны бірінші болып байқады. Таңшолпан ештеңені өз білгенімен өзгертпейді. Қайда не тұрғанын сұрайды. Аналарын қалай істейтін еді деп жиі сұрайды. Үйдің бұрынғы тәртібін бұзбай, соған икемдеруге тырысады. Бір күні Гүлнәр қамыр илеп отырып, «Сіз бәрін өзіңізше жасай салмайсыз екен», деді. Таңшолпан қолындағы ұнды қағып, «Бұл үйге менен бұрын бір әйел ие болды. Оның ізі бар жерде менің өктемдік жасауым дұрыс емес», деді. Гүлнәр үндемей қалды. Бірақ сол күннен кейін оның даусы жұмсара түсті. Бекен де бұрынғыдай қаша бермейтін болды. Әсіресе кешкісін пештің жанына жиналғанда, ол әпкесінің артына тығылып тұрып, Таңшолпанның ертегіге ұқсап айтатын қысқа әңгімелерін тыңдайтын. Таңшолпан ертегіні көп білмейтін, бірақ анасы айтқан ескі аңыздарды, шөптің қасиеті туралы қызық әңгімелерді, даладағы құстың мінезін айтып беретін. Бекен бір күні өзі байқамай, «Тағы айтыңызшы» деп қалды. Таңшолпан сонда ғана
оның өзіне үйрене бастағанын сезді. Ал Ғабит қиын еді. Ол күн сайын сырттай бақылап жүрді. Үйге кірсе, бәрі орнында ма? Ештеңе өзгеріп кеткен жоқ па? Шешесінен қалған дүниеге біреу қол тигізген жоқ па? Соны аңдитын. Ол Таңшолпанға тура қарсы келмесе де, жақтырмайтынын әр қимылымен білдіріп жүрді. Бірақ бір күні соның өзі күтпеген жағдай болды. Түс ауа Ғабит мектептен кейін қамба жақтан ауырғап көтеріп келді. Есіктен кіре бере аяғы тайып кетіп, тізесі қатты соғылды. Қолындағы қапта жұлқына түсіп, саусақтарының терісін сыдырып жіберді. Ол тісін тістеп, ештеңе болмағандай түр көрсетті. Бірақ қаны тамып тұр еді. Гүлнәр шошып кетті. «Аға!» «Түк болған жоқ», деді Ғабит ашуланып. Таңшолпан бірақ қарады да, жуылған шүберекпен бір құтын алып келді. «Отыр», деді. «Керек емес. Қанын тоқтамай тұр. Өзім білемін». Таңшолпан оның қасына таяп барып, даусын қатайтпай: «Еркек болу, жараны кірлетіп, асқындырып алу емес. Отыр», деді. Ғабит оған қарсы қарады. Бірақ қолынан қан тоқтар емес. Ақыры үндемей орындыққа отырды. Таңшолпан оның қолын жуып, жарасын шөптен жасалған тұнбамен тазартып, үстінен таза шүберекпен танды. Ғабит тісін тістеп отырды. Бір ретте ауырды демеді. Таңшолпан да жаным деп еркелеткен жоқ. Тек шебер, сенімді қолмен таңып шықты. «Бұл не?» деп сұрады Ғабит ақыры. «Жолжелкен мен киік отының тұнбасы», деді Таңшолпан. «Іріңдемейді, 2 күнде тартып кетеді». Ғабит үнсіз қалды. Сол кеште ол алғаш рет тамақ үстінде Таңшолпанға қырын қарамады. Бірақ ауыл сырттан қарап отырды. Қарабұлақта жаналық көп болмайтын. Сондықтан біреудің үйіне бөтен әйел кірсе, ол бүкіл ауылға жететін әңгіме еді. Оның үстіне Таңшолпан секілді шеттетілген қыздың Сапардың шаңырағына келуі жұрттың тіліне бірден ілікті. Құдық басында әйелдер сыбырласа бастады. «Жесір еркекке басқадан табылмап па? Әне бір молданың қызын кіргізіпті» дейді. «Бүгін жұмысшы, ертең қатын болып шыға келсе қайтеді? 3 балаға обалай». Бұл сөздердің бәрі ақыры Күләйшаның құлағына жетті. Ол онсыз да Таңшолпанды жаратпайтын. Енді оның артель мүшесінің үйіне кіріп, ішкен асын ішіп, отына жылынып отырғаны мүлде ұнамады. Бір күні ол Сапарды артель кеңсесінің алдында тоқтатты. «Естідім», деді қабағын тиіп. «Үйіңе кім кіргізгенінде де естідім». «Естісең, естіпсің», деді Сапар сабырмен. «Бұл артельдің наны екенін ұмытпа. Кім көрінгенді асырайтын заман емес». «Кім көрінгенді асырап отырған жоқпын. Үйіме жұмыс қалдым. Үй тірлігін істейді, балаларға қарайды». «Ол кім екенін ұмытпа. Бұрынғы молданың қызы». «Мен оның кегін емес, қолының ісін қарадым», деді Сапар. Күләйша мырс ете қалды. «Бүгін қолының ісін қарайсың, ертең мойнына мінеді». Сапар оған тік қарап: «Мен кімнің қайда мінетінін өзім білем, Күләйша», деді. Бұл сөздерден кейін екеуі де біраз уақыт үнсіз қалды. Күләйша оның шын берілмейтінін түсінді, бірақ іштей тоқтаған жоқ. Сол күннен кейін ауылдың көзі көбірек қадала түсті. Таңшолпан құдыққа барса, сөз тыйылып қалады. Бір үйдің жанынан өтсе, шымылдық қозғалады. Бірақ ол бұрыннан бұған үйреніп кеткен. Ең қиыны жек көру емес. Ең қиыны көрмегенсіп өту. Ал ондай күндерді ол баяғыда артта қалдырған. Таңшолпан енді бұрынғыдай жалғыз емес еді. Үйге қайтқанда оны пештің жылуы, балалардың дауысы, жұмыстың иісі күтіп тұратын. Бұл әлі толық өз үйі болмаса да, бас сұғар орны бар еді. Бір кеште Сапар кешігіп келді. Артельде есеп созылып кетсе керек. Күн суытып, жел күшейіп тұрған. Таңшолпан пешке от жағып, балаларды тамақтандырып қойған. Ғабит сабақ дәптеріне үңіліп отыр. Гүлнәр ұршық жанында. Бекен пеш түбінде қалғып барады. Есік ашылып Сапар кірді. Үстіне ызғар арсынып қалыпты. Ол ішке енген бойда бір сәт тоқтап қалды. Үй іші жып-жылы. Қазанда ас бұрқылдап тұр. Бекен ұйқысы келіп көзін сүртіп отыр. Гүлнәрдің қолында жіп. Ғабит шамның жарығында бірдеңе жазып отыр. Бұл көрініс оның жүзіне байқалмас бір жұмсақтық әкелді. «Кешіктіңіз», деді Таңшолпан. «Иә», деді ол. Кеңесте ұстап қалды. Таңшолпан дастарханға ас қойды. Сапар отырып, үнсіз тамақ іше бастады. Біраздан соң: «Үйге жылу кіріп қалыпты», деді.
Пеш жақсы жанады екен, деді Таңшолпан қысқа ғана. Сапар басын изеді. Бірақ екеуі де бұл сөз тек пеш туралы емес екенін түсінді. Қыс жақындаған сайын тіршілік ауырлай түсті. Таңдар ұзарып, кеш ерте қараятын болды. Азық үнемдеп берілетін. Әр тілім нанның, әр уыс тарының есебі бар. Таңшолпан мұны жақсы түсінді. Сондықтан ол барды баппен жұмсады. 40 қабатты босқа ашпайды, сүтті рәсуа қылмайды, отынды өлшеп жағады. Бір күні ол Гүлнәрге: «Кепкен жусанды да босқа тастама, пеш тез жанат», деді. «Сіз бәрін үнемдейсіз екен», деді қыз. «Аштық көрген адам әр нәрсенің құнын білет», деді Таңшолпан. Гүлнәр соған ойланып қалды. Сол түнде ол ұйықтар алдында ақырын ғана: «Шешем де осылай дейтін», деді. Таңшолпан жауап қатпады. Бірақ ол сөзді жүрегімен естіді. Көп ұзамай тағы бір өзгеріс болды. Бір күні Бекен ауырып қалды. Таңертеңнен бері жүзі қызарып, көзі мұмайып отырды. Кешке қарай денесі қызып, жөтелі күшейді. Гүлнәр сасқалақтап кетті. Сапарда мазасызданды. Ауылда бала ауырса, ол оңай нәрсе емес. Таңшолпан баланың маңдайын ұстап көрді де, бірден сыртқа шықты. Қора жақтан, шарбақ түбінен, үйдің көлеңке жағынан әлдебір шөптерді теріп әкелді. Қазанға су қайнатып, соған шөбін салды. Бөлмені булап, Бекеннің кеудесін сүртті. Жылы шүберекпен орап қойды. Түнде қасында отырып шықты. Сапар бірнеше рет оянып, пеш түбіне келіп қарады. Таңшолпан көз ілмей отыр екен. «Ұйықтамадың ба?» деді ол. «Бала қызуы түспей жатып ұйықтауға болмайды», деді Таңшолпан. «Түсіре аласың ба?» «Құдай қаласа түседі. Анау мынау емес», кеудесіне суық тиген. Таң атқанша Бекеннің қызуы шынында да бәсеңдей бастады. Таңға жақын бала терлеп оянды. «Су», деді әлсіз ғана. Таңшолпан жымиып, тостағанды еріне апарды. Сапар мұның бәрін үнсіз көріп тұрды. Сол күні кешке ол сыртта отын жарып жүріп, бір сәт тоқтап қалды. Өзіне өзі мойындамаса да, жүрегіндегі күмәннің бір бөлігі еріп бара жатқанын сезді. Таңшолпан бұл үйге жай ғана нан үшін келген әйел емес екен. Қолынан іс келетін, жүрегінде жылуы бар адам екен. Ал Ғабит сол түні інісінің қасында ұзақ отырды. Бекеннің ұйықтап жатқанын қарап отырып, бір кезде пеш түбінде отырған Таңшолпанға бұрылды. «Рахмет», деді, жай ғана. Таңшолпан оған қарады. Бұл оның аузынан шыққан алғашқы шын ықыласты сөз еді. «Інің ғой», деді ол. «Аман болса болғаны». Ғабит басын изеді, сосын біраздан кейін: «Анамда шөппен емдейтін», деді. «Білемін», деді Таңшолпан. «Сендердің үйде сол дағдының ізі бар». Ғабит тағы да үнсіз қалды. Бірақ сол күннен кейін оның қабағы бұрынғыдай тас болмай қалды. Қарабұлақтағы қыс қатал болатынын жұрттың бәрі білетін. Бірақ кейде адамды аяз емес, жалғыздық үстеді екен. Ал бұл үйде жалғыздықтың мұзы сәл-пәл сөгіле бастаған еді. Пештің түбінде кешкілік 4 бала емес, 5 жан отыратын болды. Дастарханда бұрынғыдай аз болса да, үнсіздік енді зілдей емес еді. Гүлнәр кейде өзі сұрақ қоятын болды. Бекен ертегі сұрайтын болды. Ғабит қарсы келер сөзін ішіне жұтып қалатын болды. Ал Сапар үйге кіргенде бұрынғыдай тек шаршап емес, аздап асырып келетінін өз де байқамай қалды. Бірақ ауылдың тілі тоқтаған жоқ. Күлейшада қарап отырған жоқ. Ал алда бұл шаңырақтың ішім ғана емес, сыртындағы жұрттың сынын да көтеретін ауыр күндер келе жатқан еді. Қарабұлаққа қыс ерте түсті. Қарашаның соңына жетпей-ақ таңғы қырау жерді ақ көрпедей жатты. Жел күшейді. Кеш бата сала дала қарауытып, үй маңындағы дыбыстың бәрі анық естілетін болды. Иттің үргені, шананың сықыры, алыстан жеткен адамның дауысы, бәрі қыстың жақындағанын аңғартатын. Таңшолпан үшін бұл маусым қорқынышты да, қымбатта еді. Қорқыныштысы, қыс аштықты, отынның аздығын, ауру сырқауды бірге ала келеді. Қымбаты, дәл осы қыс оны өлім аузынан алып қалып, адам бар үйдің табалдырығына кіргізген еді. Сапар күн ұзақ артелде жүретін. Қамбадағы астық, қыстық отын, ауыл ішіндегі кезекші жұмыстар бәрі соның мойнында. Үйге шаршап оралады. Бірақ соңғы күндері үйге кірген бетте қабағы сәл де болса жібейтін болды. Өйткені үйде бұрынғыдай тек суық тыныштық емес, тіршіліктің үні бар еді. Пештің оты уақытылы жағылып тұрады. Бекеннің үсті бүтін. Гүлнәрдің шашы өрілген. Ғабиттің киімі жуылып жамалған.
Қазаннан бу шығып жатады. Ең бастысы, үй қаңырап қалмаған. Таңшолпан да бұл үйдің әдетін толық меңгеріп алды. Таңнан тұрып су тасиды. Ешкіні сауады. Тарыны өлшеп салады. Қамыр илейді. Отынды үнемдеп жағады. Артық қимыл жасамайды, бірақ бос отырмайды. Оның қолы тиген нәрсе өзгеріп шыға келеді. Кейде тозған шүберектің өзінен пайда тауып, жіп етіп есіп қояды. Кейде жарылған ағаш ожаудың сабын матамен орап, тағы біраз уақытқа жарамды етіп шығарады. Аштық пен жоқшылық адамды осындай ұқыптылыққа үйретеді. Бір күні Гүлнәр пеш түбінде ұн илеуге көмектесіп отырып, «Сіз бәрін қайта тіліткендей болдыңыз» деді. Таңшолпан ұн салынған астауға қарап, «Жоқтан бар жасау, кедейдің көнеден келе жатқан өнері» деді. Гүлнәр басын изеді. Ол енді Таңшолпанға сақтана қарамайтын болған. Кейде тіпті ойын айтып, сұрақ қойып қалады. «Сіз кішкентайыңызда қандай едіңіз?» деді бір күні. Таңшолпан қолындағы қамырды жұмсарта илетті. «Мен де сен секілді ерте есейіп біткен қыз болдым» деді. «Ал анаңыз?» «Анам көп сөйлемейтін, бірақ қолы шипал еді. Шөпті танитын, адамның жанында түсінетін». Гүлнәр сәл ойланып, «Сіз де сол кісіге ұқсайсыз» деді. Бұл сөзге Таңшолпан жауап бермеді. Бірақ жүрегінің бір түкпірі жылынып кетті. Ол мұндай жылы сөзді қашан естігенінде ұмытып қалыпты. Ал Бекен мүлде өзгеріп бара жатты. Ол бұрынғыдай бұрыш-бұрышқа тығылмайтын болды. Таңшолпан ас қамдап жүрсе, қасына келіп, «Мен көмектесейін бе?» деп сұрайды. Көмегі шамалы болса да, ол кішкентай қолымен пияздың қабығын аршып, ағаш қасықты ұстап тұрып, мәз болады. Кейде кешке пештің жанына жамбасын басып, «Баяғы шөп туралы әңгімені тағы айтып беріңізші» дейді. Таңшолпан оған даланың иісі аңқып тұратын әңгімелер айтады. Қай шөптің жараға ем, қай шөптің қызуды түсіретінін, қай құстың дауысы қандай мезгілде білдіретінін, қойдың мінезімен ешкінің қырсықтығын айтып береді. Бекен тыңдап отырып, көзі жұмылып кететін кездерде болады. Ғабит қаны бәрінен қиын. Ол тікелей ашулануды қойғанымен, іштегі қарсылығы әлі тарқамаған. Кейде үйге кіріп келіп, бәрін үнсіз шолып шығады. Шешесінен қалған бір бүйім орнынан жылжып кетпеді ме? Үйдің иісі бөтенсіп кеткен жоқ па? Соны қадада қалағандай. Таңшолпан да оны күштемейді. Көзінше мейірбансып, артық жақындамайды. Ғабитке дәл осы ұнаған сияқты. Өйткені ол жасанды жылуды бірден сезетін бала еді. Бір кеште Сапар сырттан 2 қап отын түсіріп, аулаға жинап жатқан. Ғабит үндемей барып, екінші қапты иығына салды. Әкелі балалы екеуі үнсіз жұмыс істеп жүрді. Керезе жақтан қарап тұрған Таңшолпан бір сәтке екеуінің жүріс-тұрысына көз тоқтатты. Ғабит қимылы, иық салу жағынан әкесіне айнымай тартты. Бір беткей ішіне бүккені көп, бірақ әлсіз емес. Сапар ішке кіргенде маңдайындағы терін жеңімен сүртті. Ғабиттің қолы күшейіп келеді деді. Таңшолпан пешке от жаққалы тұрған. Ер бала ерте есейеді деді. Ерте есейгеннің бәрі бақытты бола бермейді деді. Сапар ауырлау үнмен. Таңшолпан сол сөзге қарап қалды. Сапар да артынша ештеңе демеді. Бірақ екеуі бір-бірін сөзсіз түсінгендей болды. Ауылдың өсегі болса тыйылмады. Қарабұлақтың әйелдері құдық басында, жол үстінде, үй аралығында сыбырын көбейтті. Сапар молданың қызын үйіне кіргізіп алыпты. Балаларына қараушы депті. Ертең кім білсін. Күләйша дұрыс айтады. Артелдің нанына кім көрінген ортақ болмау керек. Онсыз да елдің көзіне шыққан қыз еді. Енді жесірдің үйіне кіріп атты. Бұл сөздер желдей есіп, біреуден біреуге жетіп жатты. Таңшолпан олардың бәрін еститін. Бетіне айтпаса да, арқаннан қадалған көзді адам сезеді. Бірақ ол енді баяғыдай жалғыз көтеріп жүрген жоқ еді. Қайтып келер үйі бар, пеші бар, балалардың дауысы бар. Сол себепті сырттағы сөз ішіне қадалғанымен, бұрынғыдай жанын жеп бітпейтін. Алайда Күләйша бұнымен тоқтамады. Бір күні ол әдейі түске таяу, Сапар үйде жоқта келіп кірді. Үстінде қалың күпі, басында қара шәлі, көзі өткір. Есіктен кіргеннен-ақ үй ішін шолып шықты. Таза еден, жиналған ыдыс, пеш үстінде қайнап тұрған ас. Бәрі оның ашуын тіпті қоздырып жібергендей. «Ей, тірлігің жаман емес екен», деді ол табалдырықта тұрып. Таңшолпан орнынан баяу бұрылды. «Қош келдіңіз», деді сабырмен. Күләйша мұрнын шүйіріп,
Қош келдің дейсің бе? Мен қонаққа келген жоқпын. Көрейін дедім. Артель мүшесінің үйінде кімдер отыр? Қалай отыр? Гүлнәр пеш түбінде үнсіз қалып қойды. Бекен әпкесіне жақындай түсті. Таңшолпан даусын өзгертпеді. Көрсеңіз көріп алыңыз. Жасырын ештеңе жоқ. Күлейша үйдің ортасына дейін кіріп келді. Осы үйдің нанын жеп, отына жылынып отырсың. Бұған хақың бар ма өзі? Мен бұл үйде бос отырған жоқпын, деді Таңшолпан. Үйдің тірлігін істеп жүрмін. Оны мен де көріп тұрмын, деді Күлейша. Бірақ тегің өзгеріп кеткен жоқ қой. Кімнің қыз екеніңді ұмытпа. Таңшолпанның жанары суып кетті. Ұмытпаймын, деді. Әкемнен безінетін жерім жоқ. Күлейша бұны күтпегендей қабағын тиді. Тілің ұзарып қалыпты. Жоқ, тек шындықты айтып тұрмын. Осы кезде Гүлнәр орнынан тұрып, тәте, бізге көмектесіп жүр, деді. Күлейша оған жалт қарады. Сен үндеме, қызым. Үлкендердің әңгімесіне араласпа. Бірақ Гүлнәр кері шегінбеді. Неге үндемеймін, деді. Бекен ауырғанда қасынан шықпай қарады. Асымызды істеп жүр, үйімізді жинап жүр. Бізге жамандық жасаған жоқ. Күлейша мұндайды күтпеген еді. Ол ашумен ернін қымқырып. Бала деген балалығын істейді, деді. Таңшолпан Гүлнәрге қарады. Қыздың түрі бозарып кеткен, бірақ көзі тайсалмай тұр. Сол сәтте Таңшолпан оның бұл үйдің ғана емес, өз жүрегінде ішінен орын бергенін түсінді. Күлейша тағы біраз тұрды да, айналасын шолып. Жақсы, деді. Көрерміз әлі. Ауыл қарап отырмайды. Ол бұрылып шығып кетті. Есік жабылған соң, үй іші біразға дейін тым-тырыс қалды. Бекен бірінші болып дем алды. Ол кісі жаман, деді сыбырлап. Жоқ, деді Таңшолпан. Адамды бір жола жаман деуге болмайды. Тек жүрегі қатайып кеткен. Гүлнәр оған қарап. Сіз неге қорықпадыңыз, деді. Таңшолпан пештегі шоқты тыртып қойды. Қорқатын күнім көп болған. Енді қорыққаннан не өзгереді, деді. Осы әңгімені кешке Сапар естіді. Ғабит те естіп отырды. Сапардың жүзі сұрланып кетті. Үйге өзі келді ме, деді. Келді, деді Таңшолпан. Неге маған айтпадың? Айтқанда не істер едіңіз? Қайтадан сөз көбейер еді. Сапар үндемей қалды. Оның үшін ашу кернегені көрініп тұр. Бірақ ол өз ашуын балалардың көзінше шығармайтын. Ғабит болса күтпеген жерден. Гүлнәр дұрыс істепті, деді. Үйдегілердің бәрі оған қарады. Ол көзін тайдырмастан. Кім не десе де, үйдегі тірлікті істеп жүргенін көріп жүрмін, деді. Бұл Ғабиттен шыққан ең анық мойындау еді. Таңшолпан ештеңе демеді. Бірақ жүрегі бүлк етіп, бір тиын босағандай болды. Қыс одан сайын қатайды. Жел ұлып, боран жиілей түсті. Бір күні кешке таман Сапар артельден кешігіп тайтты. Далада боран көтеріліп, жол көрінбей қалған. Балалар мазасызданып отырды. Бекен есікке қайта-қайта қарайды. Гүлнәр шүберекті босқа бүктеп жаза береді. Ғабит сыртқа шығуға ыңғайланған сайын Таңшолпан тоқтатты. Боранда адасып кетесің, деді. Әкем жалғыз жүр, деді Ғабит тістеніп. Ол жол танитын адам. Сен шықсаң, екеуіңді бірдей іздеу керек болады. Ғабит ашумен бұрылып кетті. Бірақ сөзге тоқтады. Сапар түн ауғанда бірақ жетті. Күпісі аппақ қар. Қабағы қырау басқан. Есік ашылғанда балалар бірден орнынан ұмтылды. Бекен жүгіріп барып белінен құшақтады. Гүлнәр үнсіз күпісін алды. Ғабит әкесінің қолындағы шанасын кіргізіп берді. Таңшолпан пеш жанында жылы су дайындап қойған екен. Қолыңызды жылтыңыз, деді. Сапар суға қолын малып отырып, балаларға бір, Таңшолпанға бір қарады. Үйдің іші буалдыр жылу. Уайымнан кейінгі жеңіл тыныспен толып тұр еді. Күттіңдер ме, деді ол. Күттік, деді Бекен бірден. Сапар баласының басынан сипады. Сосын Таңшолпанға қарап, есік көзін қар басып қалыпты. Ертең ашу керек, деді. Таңертең Ғабит екеуміз тазалаймыз, деді Таңшолпан. Мен де шығам, деді Ғабит. Сапар басын изеді. Сол түні ас үстінде бұрынғыдай ауыр тыныштық болған жоқ. Бәрі бір-бірінің амандығын іштен сезінгендей еді. Адамды жақындастыратын тек сүйіспеншілік емес, ортақ уайымда болады екен. Түнде балалар ұйықтап қалған соң, Сапар пеш түбінде біраз отырды. Үйді ұстап тұрсын, деді бір кезде.
Таңшолпан отқа қарап отырған. Үй өзі ұстаптыр. Мен тек қызметін істеп жүрмін. Жоқ, деді Сапар. Бұрын бұл үйде кек күн өтіп жататын. Қазір тіршілік бар. Таңшолпан мұндай сөзді күтпегендей үндемей қалды. Сапар да артық ештеңе айтпады. Бірақ дәл осы сәтте екеуінің арасындағы шекара бұрынғыдан да жіңішкерген еді. Ол әлі ер мен әйелдің жақындығы емес, әлі сезімде емес. Бірақ бір-бірін бағалау, бір-біріне сүйеніп қалуға болатынын үнсіз мойындау еді. Ал Қарабұлақта қыс жалғасып жатты. Сыртта боран ұлып тұрды. Бірақ осы үйдің ішінде пештің қызуы мен 5 жанның демінің арасында көзге көрінбейтін бір жылылық тамыр тарта бастаған еді. Бір аптадан кейін Қарабұлақтың үстін ақ түтек боран басты. Таңнан басталған жел кешке қарай үдей түсті. Даланың бетінде жатқан қарды бұрқыратып, көшенің ізін өшіріп тастады. Үйдің сырты гүлдеп, шарбақтар сықырлап тұрды. Мұндай күндері адамда, малда қыбыр етпей үйде отырғаны дұрыс. Бірақ тіршілік деген боранға қарап тоқтамайды. Сапар сол күнде артелде қалып қойды. Қамбаның төбесі ұшпасын деп, еркектерді жинап, арқан тартып бөрене бекітіп жүрген. Ғабит түске дейін мектептен келіп, әкесіне көмектесуге қайта шығып кеткен. Үйде Таңшолпан, Гүлнәр, Бекен үшеуі қалды. Пеш жақсы жанып тұрса да, үйдің ішіне сырттағы боранның сарыны еніп тұрғанда еді. Бекен мазасызданып, бірде терезеге, бірде есікке қарай береді. Гүлнәр ұршық ұстағанмен ойы басқа жақта. Әкем кешігіп қалар ма екен? Деді ол ақыры. Кешіксе де келеді, деді Таңшолпан. Әкең жол танитын адам. Ал Ғабитше? Таңшолпан бір сәт кідіріп. Ғабит те әкесіне тартқан. Бірақ бәрібір қайтсын деп тілеп отырамыз, деді. Бекен шүберек қуыршағын құшақтап. Боранда адамды жын алып кете ме? Деп сұрады үрке. Гүлнәр, қойшы соны, деп тыйып тастады. Таңшолпан пештегі шоқты түзеп жатып. Жын емес, адасу бар, деді. Сондықтан боранда жолға шықпайды. Бірақ әкең мен ағаң босқа жүретіндерден емес. Бұл сөз балаларға да өзіне де медеу еді. Кеш бата есік тарс-тарс соғылып, боранның даусы тіпті үдей түсті. Таңшолпан сол сәтте үйдегі әр нәрсені тағы бір тексеріп шықты. Пештің аузын, судың мөлшерін, кешкі астың дайын екенін, балалардың үстіндегі қалыңдау киімін. Ол уайымдағанда да қолын бос ұстамайтын. Күн қарая есік ашылды. Алдымен Ғабит кірді. Үстін қар басқан. Артынан Сапар көрінді. Екеуінің де беті қызарып, қырау жабысып қалыпты. Бекен қуанып жүгіріп барып, Сапардың белінен құшақтады. Гүлнәр үндемей сыр киімдерін ала бастады. Тоңып қалған шығарсыздар, деді Таңшолпан. Ол баяғыдан дайындап қойған жылы суды әкеліп қойды. Сапар қолын суға малып отырып, керең дем алды. Ғабит пеш түбіне келіп отыра кетті. Беті жүдеу көрінді. Таңшолпан соны бірден байқады. Не болды? Деді. Ештеңе, деді Ғабит әдетінше қысқа. Бірақ оның даусы қарлығып шықты. Қолында көкірегіне басып отыр екен. Таңшолпан жақындап келіп, маңдайын ұстап көрді. Маңдайы оттай жанып тұр. Қызуы көтеріліп тұр, деді ол сабырын бұзбай. Далада көп жүргенсің. Ғабит қолын қағып жібермек болды. Түк емес. Сапар бірден баласына қарады. Қарсыласпа, деді қатқылдау. Ауырсаң, ауырдым деу ұят емес. Ғабит үнсіз қалды. Бірақ түрінен ақ бойын әлсіздік басып келе жатқаны көрініп тұрды. Сол түні Таңшолпан тағы да шөп қайнатып, буын шығарып, Ғабитке жылы сусын берді. Гүлнәр алаңдап жүрді. Бекен үнсіз ғана қарап отырды. Сапар пеш түбінен ұзап кете алмады. Ғабит төсегіне жатып алып. Мен бала емеспін, деді тістеніп. Бала болмағаныңмен жанды адамсың, деді Таңшолпан. Қызу жасты да, кәріні де аямайды. Ол баланың кеудесіне жылы шүберек басып, үстін құмтап жапты. Ғабит бұл жолы қарсыласқан жоқ. Әлі де сес көрсеткісі келді. Бірақ әл дәрмені құрып бара жатты. Түн ортасына таман қызуы тіпті көтеріліп кетті. Ол сандырақтап, біресе түсініксіз сөздер айтып, біресе шешесін шақырғандай болды. Сапар сол сәтте тастай қатып қалды. Не деп жатыр, деді бәсең. Таңшолпан үнсіз қалды. Ол Ғабиттің сандырағында бір сөзді анық естіген еді. Апа. Үйдің іші ауыр мұңға толды. Гүлнәр көз жасын білдірмей теріс қарады.
Бекен ұйқысы келсе де кетпей отыр. Сендер жатыңдар, деді Таңшолпан ақырын. Мен қасында болам. Мен де отырам, деді Сапар. Ертең сізге жұмысқа бару керек. Сәл мызғып алыңыз. Сапар оның жүзіне қарады. Қарсыласқысы келді. Бірақ Таңшолпанның дауысында бос сөзге орын жоқ еді. Ол тек басын изеді. Ғабиттің қызуы 2 күн бойы түспеді. Таңшолпан оның қасынан шықпады. Шөп қайнатты, маңдайын сүртті, тамағына жылы су тамызды. Қызуы көтерілгенде бұлап, түскенде терін ауыстырып отырды. Күні бойы үй тірлігінде тастамады. Таңертең Бекеннің асын беріп, Гүлнәрмен бірге нан жауып, кешке ешкіні де сауып үлгерді. Гүлнәр бір кезде шыдай алмай, «Сіз шаршамайсыз ба?» деп сұрады. Таңшолпан сол кезде қазанға су құйып тұрған. «Шаршаймын» деді. Бірақ шаршадым екен деп ауру тоқтамайды. Гүлнәр үнсіз қалды. Сол күндері ол Таңшолпаннан көз алмайтын болды. Бұрын өзін ұстап, сыр бермей жүретін қыздың ішіндегі сенім енді анық орнығып келе жатты. 3-ші күні таң ата, Ғабиттің қызуы қайтып терлеп оянды. Көз ашылғанда жанында Таңшолпан отыр екен. Қолында дымқыл шүберек, көзі ұйқы көрмегеннен қызарып кеткен. Ғабит біраз қарап жатты да, қарлығыңқы үнмен: «Сіз ұйықтамадыңыз ба?» деді. «Ұйықтасам, қызуыңды кім қарайды?» деді Таңшолпан. Ғабит үндемеді. Сосын өте жай дауыспен «Рахмет» деді. Бұл сөзді ол бұрында айтқан, бірақ бұл жолы басқаша еді. Бұрынғыдай амалсыз ризашылық емес, жүректен шыққан шын алғыс болатын. Таңшолпан басын ғана изеді. «Аман бол. Рахметті содан кейін айтарсың». Ғабит көзін жұмды. Бірақ сол сәттен кейін оның Таңшолпанға деген қарасы мүлде өзгерді. Сапар да мұны көріп жүрді. Ол соңғы 3 күнде Таңшолпанның бір сәт тыным таппай, бірақ бір ретте шағым айтпағанын көрді. Баласының қызуы түн ішінде асқынып кеткенде, оның қаншалықты абыржығанын өзі ғана біледі. Ал Таңшолпан сол абыржудың ортасында тасқамалдай сабырлы қалпын жоғалтпады. 4-ші күні кешке Ғабиттің бетіне қан жүгіре бастағанда, Сапар ауылда отын жарып жүріп тоқтап қалды. Қолындағы балтасы бір сәт салбырап түсті. Кеудесін қысып тұрған ауыр сезімнің не екенін өзі бірден түсіне алмады. Ризашылық па, құрмет пе? Әлде қашан ұмыттым деген жылылықтың қайта оянуы ма? Әйтеуір, бұрынғы күмәннен мұнда ештеңе қалмаған еді. Ол үйге кіргенде Таңшолпан пеш түбінде Бекенге жыртық қолғаптың аузын жамап отыр екен. Гүлнәр қамыр жайып отыр. Ғабит төсекте басын сүйеп, әлсіз болса да сергек көрінеді. Сапар есіп алдында біраз үнсіз тұрды. «Қалайсың?» деді баласына. «Жақсырақ», деді Ғабит. Сапар басын изеді де Таңшолпанға қарады. «Аман алып қалдың?» деді. Таңшолпан жіптің ұшын тістеп үзіп: «Құдай аман алып қалды», деді. «Иә», деді Сапар. «Бірақ Құдай әр істі біреудің қолымен жасайды». Үй іші жым-жырт бола қалды. Гүлнәр басын көтеріп әкесіне бір қарады. Ғабитті үнсіз тыңдап жатыр. Таңшолпан мұндай сөзді күткен жоқ. Әсіресе балалардың көзінше. «Артық айтып тұрсыз», деді ол ақырын. «Жоқ», деді Сапар. «Аз айтып тұрмын». Осыдан кейін үй ішіндегі бір шекараның тағы да ыдыраған сезілді. Ғабит сауығып, қайта сыртқа шыға бастаған соң, Таңшолпанға бұрынғыдай суық қарауды мүлде қойды. Тіпті бір күні аулада қар күреп жүргенде: «Күректі беріңіз, мен істеймін» деді. «Өзімде істей аламын» деді Таңшолпан. «Білемін, бірақ сіз онсыз да үйдің шаруасынан босамайсыз» деді Ғабит. Таңшолпан оған қарап қалды. Бұл сөздің астарында енді қарсыласу емес, қамқорлыққа ұқсас бір нәрсе бар еді. Бекен болса тіпті ашылып кетті. Ол енді Таңшолпанды кейде тәте деп, кейде байқамай апа деп қойып жүрді. Бір айтқанын өзі аңғарып тосылып қалады. Бірақ Таңшолпан ешқашан оны түземейтін. Гүлнәр де кешкісін қасына жақын отырып сыр айта бастады. Бір күні: «Егер анан тірі болғанда, сізді жек көрмесе де» деді. Таңшолпан сәл илең етті. «Неге олай ойлайсың? Себебі анам жақсылықты танитын, ал сіз бізге жамандық жасаған жоқсыз». Бұл сөз Таңшолпанның жүрегін әлдебір жұмсақ мұңмен шым еткізді. Өйткені ол осы үйге кіргелі бері ең көп қорыққан нәрсе өлген адамның орнын тартып алғандай көріну еді. Ал енді баланың өз аузынан мұндай сөз есту оның көңіліндегі ауыр тастың біразын көтеріп тастағандай болды. Бірақ сырттағы өмір бұрынғыдай тыныш емес еді. Күлейша артель ішінде сөзді үдете түсті.
Сапар молданың қызын үйіне кіргізіп, артельдің нанын бөліп отыр. Ертең ондайларға жол берсек, тәртіп бұзылады деген секілді әңгімелерді жиірек шығаратын болды. Әсіресе Сапардың беделін түсіргісі келді. Өйткені ол артельге сөзі өтетін, жұрт сенетін адам. Ал мұндай адамның өз дегенінен таймай, Күлейшаның сөзін тыңдамай қойғаны оның намысына қатты батты. Бір күні артель жиналысында ол әңгімені ашық қозғады. Біз еңбек күнін есептеп отырмыз, деді үстел басында. Ал кейбіреулер үйіне артельге қатысы жоқ адамды кіргізіп алып, сонымен бөлісіп отыр. Жұрт бірден не туралы екенін түсінді. Үй ішінде күбір көбейді. Сапар орнынан қозғалмады. Атын тура айт, деді тек. Күлейша тайсалмады. Айтам, үйіңде тұрып жатқан Таңшолпан туралы айтып бірмін. Жұрт тына қалды. Сапар баяу ғана орнынан тұрды. Ол үйімде бекер отырған жоқ. Үй шаруасын істейді. Балаларыма қарайды. Мен үлесімді кіммен бөлесем, соны өзім шешем. Бұл тек сенің үйіңнің шаруасы емес, деді Күлейша. Артель мүшесінің әр қадамы бәрімізге ортақ. Онда мен де айтайын, деді Сапар. Артельдің әр мүшесінің үйі аман болуы артельге ортақ. Мен таңнан кешке дейін осында жүргенде үйім қаңырап жатса, 3 балам қараусыз қалса, соның пайдасы саған тие ме? Күлейша бір сәт посылды, бірақ берілмеді. Бөтенді әкелмей ақта. Бөтен дейсің бе, деді. Осы кезде күтпеген жерден бір дауыс. Жұрт бұрылып қараса, есік жақта Ғабит тұр екен. Сабақтан кейін тікелей осында келген болу керек. Ол бізге бөтен емес, деді ол анық дауыспен. Інім ауырғанда жанынан шықпай қарады. Үйімізді ұстап отыр. Асымызды істейді. Әкем жұмыс істе. Ғабит сол көріністі көріп тұрды. Бұрын болса, іші тырналар ма еді, кім білсін. Бұл жолы үндемей ғана су құйылған тостағанды әкеліп берді де сыртқа шығып кетті. Ол енді кейбір шындықтарға қарсыласпайтын болған. Таңшолпан жараны таңып болып, 2 күн суға салмаңыз, деді. Сапар оған қарап, бұйырасын ба, деді. Даусында болар болмас күлкі бар. Таңшолпан сәл тосылып қалды. Жоқ, айтып тұрмын. Айтқаның дұрыс, деді Сапар. Осы қысқа ғана сәтте екеуінің арасында бұрын байқалмаған бір жұмсақтық өтті. Гүлнәр де оны сезді. Ол пешке қарап отырғансып, шын мәнінде екеуін үнсіз бақылап отыр еді. Бірақ ештеңе демеді. Қыстың ең қатты күні қаңтардың орта шенінде соқты. Артельден хабар келді. Төменгі қыстаудағы бір үйдің шатыры қалың қардан майысып, ішіндегі жалғыз кемпір 2 күннен бері көрінбеген. Екектерден бірнешеуі қарап қайтуы керек болды. Сапарда баруға мәжбүр еді. Таңертең ерте жиналып шыққалы жатқанда, Таңшолпан оның көпсінің жағасын түзек берді. Өзі байқамай істеп қалды. Саусағы көпінің жағасына тиген сәтте, екеуі де бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Жолда абай болыңыз, деді ол, жай ғана. Сапар оның көзіне тіке қарады. Күтесің бе, деді. Бұл сұрақта жай қалжың да жоқ, жеңіл сөз де жоқ еді. Ауырлау, кереңдеу бір мағына бар еді. Таңшолпан жанарын тайдырмады. Үй күткен адамын күтеді, деді. Сапар сәл басын изеді де сыртқа шықты. Ол кеткен соң Таңшолпанның көңілі бір түрлі мазасыз тартып кетті. Қолын жұмысқа салып жүрсе де, ойы сыртта болды. Бекенге ас құйып беріп тұрып та, Гүлнәрге қамыр жайысқанда да есік жаққа құлақтырып отырды. Гүлнәр мұны байқады, бірақ ештеме айтпады. Кеш ауа боран көтерілді. Түске дейін тынық болған аспан бірден өзгеріп сала берді. Жел уілдеп, қарды ұйтқытып әкетті. Таңшолпан пештің отын күшейтіп, суды молдырақ жылтып қойды. Бекен тағы мазасызданды. Әкем кешіге ме, деді. Кешіксе де келеді, деді Таңшолпан. Бірақ бұл жолы өз даусындағы алаңды өзі сезді. Ғабит сыртқа 1-2 рет шығып келді. Ол да іштей күйіп жүргені көрініп тұр. Мен ауыл шетіне дейін барып келейін, деді. Жоқ, деді Таңшолпан бірден. Сен боранда шықпайсың. Әкем жалғыз жүр. Әкеңе көмектесем деп, өзің адассаң не болады? Ғабит тістеніп қалды, бірақ қарсы шықпады. Сапар түнге таяу ғана оралды. Қасында тағы 2 еркек бар. Үшеуі де қарға көміліп келген, бірақ аман. Бекен жылап жіберіп әкесіне асылды. Гүлнәрдің де көзі жасаурап кеткен. Ғабит сырт киімін шешуге көмектесіп жүріп, неге кешіктің, деп қабағын тиді. Бірақ бұл ашу емес, уайымнан туған сөз еді. Сапар ішке кіріп, жылынған соң ғана, кемпірді алып шықтық, тірі екен, деді.
Тамшолпан жылы шайын әкеліп берді. Сапар тостағанды қолына алып отырып, оған бір ұзақ қарады. Сол қараста алғыста, аман жеткеніне қуанышта, күтіп отырғаныңды білдім деген үнсіз сезім де бар еді. Тамшолпан жанарын тайдырды. Содан кейінгі күндерде ауыл ішінде жаңа әңгіме шыға бастады. Сапар мен Тамшолпан бір-біріне үйренісіп қалыпты. Балалар да жақындапты. Енді қатын қылам екен? Жесір еркек қой, ертең соған барады. Бірақ молданың қызы емес пе? Бұл жолы сөз бұрынғыдан басқаша тарады. Алғашқыдай тек келеке емес. Қызығушылық та, таңданыс та аралас. Күлейша мұны естіп, тіпті түнере түсті. Өйткені ол Тамшолпанды ауылдан бір жола ығыстырып тастаймын деп ойлаған. Ал енді керісінше, жұрттың кейбірі, «Ей, жоқшылықта үй ұстап отырса несі айып? Балаларға жанашыр бопты ғой. Сапардың үйі бұрын қаңырап еді, енді адам кіргені көрініп тұр», деп айта бастады. Бір күні құдық басында екі кемпірдің осыны сөйлеп тұрғанын Гүлнәр естіп қалды. Үйге келген соң ол біраз үнсіз жүрді. Кешке Тамшолпан қамыр илеп отырғанда қыз қасына жақын келіп, «Сізге бірден айтайын ба?» деді. «Айт, қызым. Ауыл сіз туралы тағы сөйлеп жүр». Тамшолпан қолын астаудан шығарып, ұнды сілкіп тастады. «Ауыл сөйлеген қоя ма? Бірақ бұл жолы жаман емес сияқты». Тамшолпан оған қарады. Гүлнәр сәл қысылып, «Кейбіреулер сізді әкемізге жарасады дейді», деді. Пештің оты сол сәтте сәл сақылдап кетті. Үй іші тым-тырыс болып қалды. Бекен арғы жақта әлденеге әуре, Ғабит сыртта, Сапар әлі келмеген. Тамшолпанның жүрегі бір сәтке қатты соғып кетті, бірақ сыр білдірмеді. «Ауыл айта береді», деді тек. «Ал сіз не дейсіз?» деді Гүлнәр. Бұл сұрақ бала аузынан шықса да тым үлкен еді. Тамшолпан ұзақ жауап бермеді. Сосын ғана, «Мен бұл үйге пана іздеп келдім. Қалғанын тағдыр өзі шешеді», деді. Гүлнәр соған ойланып қалды. Бірақ оның көзінде қорқыныш жоқ еді. Қызықтау, үміттену бар сияқты. Сол түні Тамшолпан ұзақ ұйықтай алмады. Өйткені ауыл сөзі бір басқа, баланың аузынан шыққан сөз бір басқа. Әкемізге жарасат дегенде, оның ішіндегі әлде бір тыйым салынған ой тіріліп кеткендей болды. Ол сол ойдан өзі қорықты. Себебі бұл үйге ол нан үшін, тірі қалу үшін кірген. Енді осы шаңыраққа жүрегі де байланып бара жатса ше. Сапарда іштей тыныш емес еді. Ол соңғы уақытта өзін бұрынғыдан бөрелек ұстай бастағанын байқап жүрді. Тамшолпанға бір шаруа тапсыра қалса, артынша ауыр емес пе екен деп ойлап кетеді. Кешігіп қалса, үйде күтіп отырғандардың ішінде оның да бар екенін біледі. Тамшолпан басқа әйелдер секілді жабысып, еркелеп сөйлемейді. Бірақ үй ішінде оның жоқтығы бірден білінетіндей болып қалған. Бұрын зереден кейін өз үйіне басқа ердің иісі сіңеді деп ойламаған. Тіпті ойлағысы да келмеген. Бірақ өмір адамның ойымен санаспайды екен. Бір кеште балалар ұйықтап болған соң, Сапар далаға шығып, шарбақ түбінде ұзақ тұрды. Аспанда жұлдыздар мұздай жарқырап тұр. Қар сықырлайды. Артынан есік ашылып, Тамшолпан шықты. Өғына ескі шекпен жамылып алған. «Неге тоңып тұрсыз?» деді ол. «Тоңғаным жоқ», деді Сапар. Тамшолпан қасына жақын келіп тоқтады. Екеуі де бір жаққа қараған қалпы үнсіз тұрды. «Бірдеңе ойлап жүрсіз?» деді ол ақыры. Сапар күліп жібергендей болды. «Сен бәрін байқап жүресің. Байқамау қиын емес». Тағы үнсіздік. Сосын Сапар ауыр күрсінді. «Тамшолпан», деді. «Мен саған бір сөз айтсам, қорқып кетпейсің бе?» Тамшолпанның жүрегі тағы да тулап кетті. Бірақ дауысы өзгермеді. «Айтыңыз». «Мен сені бұл үйге алғаш әкелгенде, тек жұмыс үшін, балалар үшін әкелдім. Оны өзің де білесің». «Білемін. Бірақ қазір бәрі солай ғана емес». Тамшолпан үндемеді. Аязды түнде адамның тынысы да анық естіледі екен. Сапар сөзін әрең жалғады. «Балалар саған үйренді. Мен де үйреніп қалдым». «Жоқ, үйреніп қана емес. Ол тұрып қалды». Мұндай сөзді айту оған соғыста жарақат алғаннан да қиын сияқты еді. Тамшолпан ақырын ғана, «Айтпай-ақ қойсаңыз да болады», деді. Сапар оған бұрылып қарады. «Жоқ, айтуым керек. Әйтпесем өзіме өтіріп айтқан боламын. Мен сені сыйлаймын. Сенсіз бұл үйді енді елестете алмаймын».
Осы сөзден кейін екеуінің арасына тыныштық орнады. Бірақ ол ауыр тыныштық емес еді. Көптен бері айтылмай жүрген шындықтың арасындағы тыныштық еді. Таңшолпан көзін төмен түсірді. Мен де бұл үйге бөтен болып қалмадым, деді жай ғана. Бірақ бір нәрседен қорқамын. Неден? Өлген адамның орнын тартып алғандай болудан. Балаларыңыздың көңілін жаралаудан. Ауылдың сөзінен емес, солардың жүрегінен қорқамын. Сапар бірден жауап бермеді. Мен зерені омықпаймын, деді сосын. Бірақ тірі адам өлгенмен бірге көміліп қалмайды екен. Балалардың да өмірі жалғасуы керек. Менің де. Таңшолпанның көзінен жас шығып кетті. Ол кез бұрылып сүртіп алды. Сапар көрді, бірақ көрмегендей болды. Бұл сөзді балалармен ақылдаспай шешпеймін, деді ол. Әсіресе Ғабитпен. Таңшолпан басын изеді. Дұрыс. Екеуі сол түні үйге қайта кіргенде ештеме өзгермегендей көрінді. Пеш жанып тұр. Балалар ұйықтап жатыр. Бәрі бұрынғы қалпы. Бірақ шындығында бәрі өзгеріп қойған еді. Келесі бірнеше күн екеуі де бұрынғыдай жүрді. Бірақ бұрынғыдай емес еді. Көз түйіскенде екеуі де ұзақ қарап қалмауға тырысатын. Бір-бірінің жанынан өткенде абайлап өтетін. Бұл ұялу да емес, жасқану да емес. Жаңа туған шындыққа екеуі де асықпай үйреніп жүргендей. Бір кеште Сапар Ғабитті сыртқа шақырды. Шарбақ түбіне екеуі ұзақ тұрды. Таңшолпан терезеден байқамай қарап қалып, артынша көзін тайдырды. Әке мен бала сөйлесіп жатыр, тыңдауға болмайды, деді ішінен. Ғабит үйге кіргенде түрі сырлау еді, бірақ ашулы емес. Көзіне бір түрлі салмақ түскен. Сол түні ол ешкімге ештеңе демеді. Ал ертеңінде таңғы астан соң Гүлнәр мен Бекен сыртқа шыққанда Ғабит орнынан тұрып Таңшолпанды қарады. Әкем кеше менімен сөйлесті, деді. Таңшолпан үнсіз тұрды. Мен бірден ештеңе дей алмадым, деді Ғабит. Өйткені анам есіме түсті. Түсінем, деді Таңшолпан. Ғабит ернін тістеп алды. Бірақ мен бір нәрсені де түсінем. Сіз бізге жамандық жасаған жоқсыз. Керісінше. Ол сөзін аяқтай алмай кідірді. Бізді тастап кеткен жоқсыз. Таңшолпанның көзінен жас ыршып кете жаздады. Бірақ өзін ұстап қалды. Ғабит әрі қарай. Егер әкем сізді осы үйдің иесі еткісі келсе, мен қарсы болмаймын, деді. Бұл сөз оған оңай түспегені көрініп тұрды. Дауысы қырнап шыққандай ауыр естілді. Бірақ сол сөзде балалық қызғаныштан арылған, ерте есейген ұлдың шындығы бар еді. Таңшолпан жай ғана рахмет, Ғабит, деді. Ғабит басын изеді де сыртқа шығып кетті. Біраздан соң Гүлнәр мен Бекенде бәрін білгендей болып кірді. Гүлнәрнің көзінде жас пен күлкі аралас. Бекен болса тіпті ашық айтып салды. Сонда сіз бізбен мәңгі тұрасыз ба? Таңшолпан еріксіз күліп жіберді де, тізерлеп отырып баланың бетінен сипады. Құдай қаласа, деді. Бекен мәз бол. Онда жақсы, деді. Гүлнәр үндемей келіп Таңшолпанды құшақтап алды. Сол сәтте Таңшолпан енді бұл үйге қонақ емес екенін анық сезінді. Көп ұзамай Қарабұлақ ауылына бұл хабарда жетті. Сапар Таңшолпанды ресми түрде шаңырағына қоспақ екен деген сөз тарады. Біреу құттады, біреу тағы да күңкілдеді. Күләйша қабағын одан сайын түйді. Бірақ енді оның сөзі бұрынғыдай өтімді емес еді. Өйткені жұрт бір шындықты өз көзімен көріп отырды. Сапардың үйі қаңырап тұрған жоқ. Балалары аш жалаңаш емес. Үйдің түтіні түзу шығып тұр. Ал жоқшылық заманда адамның қадірі сөзбен емес, ісімен өлшенеді. Таңшолпан мен Сапардың арасында әлі дабыра жоқ. Сән салтанат жоқ. Бірақ ауыр жылдардан өткен екі адамның бір-біріне иек артуы бар еді. Сол иек арту кейде махаббаттан да берік болады. Ал Қарабұлақтың үстінде қыс баяу-баяу қайтып, көктемнің жұқа лебі сезіле бастады. Қар астында жатқан қара жер әлі көрінбесе де, адамдардың көңілі біртіндеп босайтын шақ туады ғой. Сол секілді бұл шаңырақта да көптен бері қатқан мұз еріп, жаңа өмірдің табы сезіле бастаған еді. Көктем жақындаған сайын ауыл іші де қыбырлай бастады. Артельде тұқым есебі, жер бөлу, кім қай танапқа барады, бәрі сөз бола бастады. Сапар бұрынғыдан да жиі сыртта жүретін. Бірақ енді қайтып келгенде шаршап құлаған адамдай емес, үйге жетуге асыққан адамдай кіретін.
Бір күні кешке ол ерекше ойлы келді. Ас үстінде көп сөйлемеді. Балалар ұйықтағаннан кейін ғана пеш түбінде үнсіз отырып, ертең молда шақыртамын деді. Таңшолпан қолындағы жамап отырған шүберегін тоқтатты. Не үшін деді де, артынша өзі де түсінді. Сапар оның жүзіне тіке қарап, осы үйге сені тек сөзбен емес, жолмен де кіргізуім керек деді. Балалар да мен де шештік. Енді ел сөзіне емес, Алланың алдында адал болған дұрыс. Таңшолпан біраз үнсіз қалды. Оның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл күннің келетінін білген, бірақ осылай тура айтылғанда бәрібір көңілі босап сала берді. Дабыра қылмай-ақ қойыңыз деді ақырын. Үлкен тойдың керегі жоқ. Мен де соны ойладым деді Сапар. Бұл заманда той жасап, жар салып отыратын уақыт емес. Бірақ балалар мен ауыл білсін. Сен бұл үйде көлеңке болып емес, иесі болып отырсың. Осы сөз Таңшолпанның жүрегіне қатты тиді. Көлеңке болып емес, иесі болып. Ол осы уақытқа дейін өзін расында да бір шетте, бір күні кетіп қалу мүмкін адамдай ұстап келген. Енді Сапар сол сезімнің тамырын бір-ақ ауыз сөзбен қиып тастағандай болды. Ол басын төмен түсірді. Көзіне жас толып кетті. Маған бұдан артық не керек деді. Сапар оған ұзақ қарады. Бірақ жақындап барып, қолынан ұстамады. Артық сөз айтпады. Екеуінің арасындағы құрметтің бір салмағы бар еді. Ол салмақ жеңіл қылықты көтермейтін. Онда ертеңнен қамдан деді ол, жай ғана. Бұл хабарды балалар әртүрлі қабылдады. Бекен бәрінен бұрын қуанды. Сонда шынымен апам боласыз ба? Деді көзі жанып. Таңшолпан күліп. Егер сен қаласан, қалай қаламаймын, деп бала мойнына асылып алды. Гүлнәр жылап жіберді. Бірақ бұл қайғының жасы емес еді. Неге жылайсың? Деп сұрады Таңшолпан. Білмеймін, деді қыз күліп тұрып. Анам есіме түсіп кетті. Сосын сізге де қуанып тұрмын. Таңшолпан оны бауырына тартып, ұзақ үнсіз тұрды. Сол сәтте Гүлнәрдің жылағаны да, өзінің жүрегі де бір-бірін түсініп тұрғандай еді. Ғабит қана үндемей сыртқа шығып кетті. Бірақ бұл үнсіздік бұрынғы қарсыласу емес екенін Таңшолпан да, Сапар да білді. Біраздан кейін ол өзі қайтып келді де, әкесіне қарап, ертең қораны түзеп қояйын, адам келеді ғой деді. Сапар баласына ұзақ қарады. Жарайсың деді. Таңшолпан теріс қарап тұрғанымен, осы сөзді естіп, жүрегіндегі тағы бір мұз ерігенін сезді. Келесі күні Қарабұлаққа бұл жаңалық желдей тарады. Сапар Таңшолпанды некелеспек екен. Дұрыста шығар, балаларға ие болды ғой. Қанша дегенмен молданың қызы еді. Енді өз жолымен кіргені жөн болды. Әй, Күлейша, не дер екен? Күлейша расында да бұл хабарды ауыр қабылдады. Бірақ енді оның дауысы бұрынғыдай өткір шықпады. Өйткені жұрттың көбі бұл шешімді іштей құптап отырған. Себебі шындық бәрінің көз алдында еді. Таңшолпан бұл үйге жүк болмай, керісінше тірек болып қалды. Мұндайды жоққа шығару қиын. Кек Күлейша ғана құдық басында. Көрерміз әлі, деп күңкілдеп қойды. Бірақ оның өз сөзінің әлсіреп қалғанын өзі де сезген. Неке қиюға үлкен сән салтанат жасалған жоқ. Сол заманда, сол аштық пен жоқшылықтың ортасында оны кім ойласын? Бірақ қарапайым да болса, таза шынайы өтті. Үйдің іші жиналды, еден жуылды. Гүлнәр ескі сандық түбінен шешесінен қалған аппақ орамалды тауып, жуып кептіріп қойды. Осыны жабынызшы, деді ол Таңшолпанға. Анам риза болар еді. Таңшолпан орамалды қолына алғанда, жүрегі шүмете қалды. Сен шынымен соны қалайсың ба? Иә, деді Гүлнәр анық. Өйткені ол жақсы адамдарды жек көрмейтін еді. Таңшолпан көзіне жас алып, басын изеді. Сол күні ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзіне әйелше қарады. Көйлегінің жыртығын жамап, жағасын түзеді. Шашын ұқыптап тарады. Гүлнәр аппақ орамалды басына жауып берді. Айна жоқ. Бірақ ол өзінің өзгергенін сезді. Бұл сұлулықтан емес, қадірленгеннен туған өзгеріс еді. Молда түске таман келді. Ауылдан 2-3 үлкен кісі куә болды. Сапар сабырлы отырды. Бірақ оның да жанары әдеттегіден жылы еді. Ғабит есік жақта тік тұр. Гүлнәр Бекеннің киімін түзеп әуре. Бекен болса, бүгінгі күннің ерекше екенін түсініп, тыныш отыруға тырысып отыр. Неке қиылған сәтте Таңшолпанның көзінен жас үнсіз сырғып түсті. Ол өмірінде өзін мұншалықты жоғалтып барып, қайта тапқан кезі болмаған шығар.
Бір үзім нан үшін кірген шаңырақ енді өз шаңырағына айналып бара жатыр. Молда бата бергеннен кейін үй іші тым-тырыс қалды. Бәрі сол бір сәттің салмағын сезінгендей. Сосын Бекен бірінші болып шыдамай, «Енді шынымен апам болды ғой», деп айқайлап жіберді. Үй іші еріксіз күліп жіберді. Тіпті Ғабиттің өзде езу тартты. Сапар сол сәтте Таңшолпанға қарады. Жанарында көп сөз бар еді, бірақ ол тек «Үйге қош келдің» деді. Таңшолпан жылап тұрып күліп жіберді. «Мен бұл үйге баяғыда кіргенмін ғой» деді. «Жоқ» деді Сапар. «Бүгін шын кірдің». Сол күннен кейін үйдің ішіндегі ауа мүлде өзгеріп кетті. Тіршілік бұрынғы қалпында. Таңшолпан таңнан тұрады, асын істейді, үйін қарайды. Сапар жұмысқа кетеді. Балалар өз тірлігінде. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Енді бұл үйде өзін әр қимылын аңдап басатын бөтен жан сезінбейді. Үстел басына отырғанда, су әкелгенде, қораға кіргенде, кешке есікті ілгенде, бәрінде іштей бір орны барын сезеді. Сапар да оны өзгеше қабылдай бастады. Бұрын балаларға қара, үйді ретте деп сөйлесе, енді кейде шашап қалған жоқсың ба? Ертең өзім бармай-ақ қой, мен су әкеліп берем деп қояды. Осындай ұсақ сөздердің өзі Таңшолпанға үлкен көрінетін. Бір кеште екеуі аулада қатар тұрды. Қар еріп жер лайсан тартып жатыр. Қора жақтан ешкі маңырайды. Үй ішінен балалардың күлкісі естіледі. Сапар: «Қараш, үйдің дауысы көбейіп кетті» деді. Таңшолпан жымиып: «Иә, бұрын үнсіздікте суық еді. Ал қазір жан бар». Сапар оған бұрылып қарады. «Сен келгелі осы үй қайта тірілді, Таңшолпан». Ол бұл жолы көзін тайдырмады. «Бұл үй мені де тірілтті, Сапар». Сол сәтте екеуі бір-біріне жақын тұрды. Бірақ бәрібір араларында әлдебір ияңдық бар. Бұл кеш келген сезімнің әдептілігі еді. Жас кездегідей лапылдап емес, кереңнен, ауыр жылдардың астынан шыққан жылылық еді. Көктем толық келгенде Қарабұлақтың түсі де өзгере бастады. Қар еріп, сай-сала суға толды. Ауладағы қара жер бусанып жатты. Бақша жақтан былтырғы көк шөптің жұрнағы көрінді. Қора қабырғасы жөнделді. Сапар уәдесінде тұрып, бір саулық қоймен бір тоқта келді. Бекен мәз. Гүлнәр жүнін жемін ойлап әлек. Ғабит әкесімен бірге қораны бекітті. Таңшолпан қойды көргенде маңдайынан сипап: «Үйге құт келді» деді. Сапар күліп: «Сен айтқансың ғой. Қой құт болғанымен бағы қағуы бар» деді Таңшолпан. «Оны да бірге көрерміз» деді Сапар. Бірге деген сөз енді екеуіне де жат емес еді. Бақшада қазыла бастады. Таңшолпан жердің қай тұсына не егуді ойластырып қойды. Анасының үйреткенімен, өз тәжірибесімен араластырып, пиязды қай тұсқа, сәбізді қай тұсқа еккен дұрыс екенін айтып жүрді. Гүлнәр жанынан қалмайды. Бекен шұңқыр қазам деп топыраққа былғанып жүреді. Ғабит кейде үндемей тыңдап алып, айтқанын істеп кетеді. Бір күні Таңшолпан топырақ уыстап тұрып аспанға қарады. Көңіліне әлдебір ескі мұң келіп, қайта тарап кетті. Өйткені ол дәл осы сәтте өмірдің ұрасында да тоқтамайтынын, адам қанша жерден сындырылса да қайта көктей алатынын анық түсінді. Кешке балалар ұйықтап болған соң, ол пеш түбінде отырып ұзақ ойланды. «Бір тілім нан үшін кірген едім» деді ішінен. «Алла маған бүтін бір шаңырақ беріпті». Бұл ойдан жүрегі толқып кетті. Сапар соны байқап: «Не ойлап отырсың?» деді. Таңшолпан оған қарап жымиып: «Ештеңе. Тек адам кейде үмітсіз қалған жерінен қайта өмір табады екен» деді. Сапар баяу басын изеді. «Иә, табады». Сыртта Қарабұлақтың көктемгі желі есіп тұрды. Үй ішінде пештің жылуы, балалардың тынысы, екі адамның кеш келген тыныштығы бар еді. Осы шаңырақта енді аштықтың ізі де, қайғының табы да мүлде жоғалып кеткен жоқ. Бірақ солардың үстінен жаңа өмір өсіп шыққан еді. Кейде бақыт деген асқан байлық емес, дәл осындай қарапайым нәрселерден құралады екен. Оты өшпеген үй, күтіп отырған адам, өз атымен шақыратын балалар, өйгінді сүйет тұрар жан. Ал Таңшолпан мұның бәрін енді жоғалтып алғысы келмейтінін анық білді. Көктем орнығып, Қарабұлақтың жүзі бір жола ашылған сайын, Сапардың шаңырағында да жаңа тіршілік анық сезіле түсті. Күн ұзарып, жұмыс көбейді. Таңшолпан таң ата бақшаға шығады.
Қолына кетпен алып, былтыр қараусыз қалған жерді қопыстады. Гүлнәр қасында жүреді. Пияздың дәнін әкеледі, су құяды, арамшөп жылады. Бекен әдетінше біресе қойдың қасына, біресе бақшаға жүгіреді. Ғабит болса, үнсіз ғана ауыр шаруаны өз мойнына ала береді. Сапар сырттан қараса, аулада төрт жаққа шашырап жүрген адам емес, бір-біріне жалғасқан бір үйдің жаны жүр. Осыны көрген сайын, оның іші жұмсарып сала беретін. Бұрын бұл аулада қаңыраған үнсіздік болатын. Енді таң атса, шелектің сылдыры, қойдың маңырауы, Бекеннің дауысы, Гүлнәрдің көбірі, Таңшолпанның сабырлы қимылы бар. Кеш бата қазанның буы, жуылған қан киімнің иісі. Сабақ қараған Ғабит үйге асығып кіретін өзі бар. Адам кейде бар бақытын жоғалтқан соң ғана түсінеді. Ал кейде қайта тауып алған соң ғана шүкіршіліктің дәмін сезеді екен. Бір күні түсте Күләйша сол үйдің жанынан тағы өтті. Бұрынғыдай баса көктеп кірген жоқ. Шарбақтың сыртында аз кем аялдап қалды. Аулада Гүлнәр жіп шуап отыр екен. Бекен тоқтының соңынан мәз болып жүгіріп жүр. Ғабит қораның шетін бекітіп жатыр. Таңшолпан ошақ жанында қазанды түсіріп әлек. Сапар арба үстіндегі шөпті түсіріп, балаларға бірдеңе деп күліп қойды. Осы көрініске Күләйша ұзақ қарап тұрды. Ешкім оны байқамады. Бірақ ол өзі байқап тұрды. Бұл үй енді бұрынғы үй емес. Бұрын мұнда аштықтың, жоқшылықтың, жесірліктің салқыны басым еді. Қазір жоқшылық кетпесе де жылу кірген. Ал жылу кірген үйді сырттан тұрып құлата салу оңай емес. Күләйша ернін қымқырып, кері бұрылып жүріп кетті. Сол сәтте оның ішіндегі баяғы қатандықтың бір бұрышы мүжіліп түскендей болды. Ол мұны мойындамаса да, өмірдің алдында кейде адамның өкпесі де, ызасы да әлсіз болып қалады екен. Жаздың басы жақсы келді. Жер бітік шықты. Бақшадағы пияз бен сәбіз қылтиып, асқабақтың жапырағы жайыла бастады. Саулық қойда жуас болып шықты. Тіпті көп ұзамай тоқтыдан бөлек тағы бір қозылы қой алудың да реті келді. Таңшолпан мұны үйдің берекесіне жорды. Қой кірген үйдің құтартады, деді ол бір күні. Сенің аузынан шыққан сөздің жаманы жоқ, деді Сапар. Гүлнәр күліп, анам да осылай айтатын, деді. Таңшолпан бұл сөзге әлі де әр жол толқып кететін. Бірақ енді жүрегін қысып өтетін ауыр мұң азайған. Өйткені Зеренің орнын тартып алған жоқ. Керісінше, сол үйде үзіліп қалған жылуды жалғап әкеткендей сезіне бастады. Мұны әсіресе балалардың өзінен анық көрді. Бекен бір күні қой қораның алдында сүрініп құлап, тізесін жырып алды. Жылап келіп, апа деп құшағына кірді. Ол осы сөзді бұл жолы анық, еш қателеспей айтты. Таңшолпан оны көтеріп алып, тізесін жуып, демеп отырып, ер жігіттің тізесі жерге тимей ме, деді. Бекен жылап тұрып күліп жіберді. Ал Ғабит болса бір күні кешкісін әкесіне: ертең мен артелден кейін базар жаққа соғып келейін, деді. Не аласың, деді Сапар. Апаға ине жіп бітіп қалыпты, деді ол жай ғана. Таңшолпан сол сәтте не дерін білмей қалды. Бұл ұлдың аузынан апа деген сөздің қалай шыққанын ешкім аңғармай да қалды. Тек өзімен Сапар ғана бір-біріне қарап үндемей түсіністі. Ғабит енді бала емес еді, бірақ бәл сол сөзде оның ішіндегі соңғы мұздың да еріп біткені анық сезілді. Жаз ортасында Қарабұлаққа ауданнан бір тексеруші келді. Артелдің есебі, кімнің қанша күн еңбек еткені, кімнің үй шаруашылығында не бар, бәрін түгендеп жүрді. Ондай кезде ауыл іші абыр-сабыр болатын. Біреудің артық бидайы, біреудің жасырған тұқымы, біреудің қағаздағы қатесі, бәрі әңгімеге айналады. Сол тексеруші Сапардың үйіне де соқты. Ауылда тұрған қойды, бақшаны, отын үйіндісін көріп, ішке кіріп қағаз талтырды. Үй ішін, балаларды, дастархан басындағы тәртіпті шолып шықты. Үйің жаман емес екен, деді ол Сапарға. Жоқшылықта жаман үй болмайды, деді Сапар. Тексеруші көз қиығын Таңшолпанға тастады. Әйелің де? Сапар бірден иә деді. Таңшолпан бұрын мұндай қарапайым жауаптан жүрегі сонша толқиды деп ойламапты. Иә деді де қойды. Бірақ сол бір ауыз сөзде мойындау да, мәртебе де, қорғанда бар еді. Тексеруші қағазына белгі соғып, балаларын тәртіпті көрінеді, деді. Сол кезде Бекен: бізден апамыз бәрін үйретеді, деп салып қалды. Ғабит теріс қарап езу тартты.
Гүлнәр жүзі бал-бұл жанып отыр. Ал Сапар болса үндемеді. Бірақ жанары жұмсарып кетті. Тексеруші кетіп болған соң, Таңшолпан ыдыс жинап жүріп, Бекеннің кіліне ие болу қиын екен деді. Оның айтқаны өтірік емес деді Сапар. Осы секілді қарапайым күндер, ұсақ сөздер, көзге көрінбейтін жылылықтар сол үйдің іргесін бұрынғыдан бетер бекітіп жатты. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды ғой. Күзге таман Қарабұлақта жұқпалы дерт шығып, 2-3 үй қара жамылды. Ауыл іші қайтадан үрейленді. Таңшолпан сол күндері үй ішін қатты қадағалады. Балаларды сырттан келгендерге жолатпады. Суды міндетті түрде қайнатып ішкізді. Шөп тұнбасын әзірлеп қойды. Үй ішін жиі желдетіп, киім-кешекті күнбе жайып отырды. Сіз бәрін алдын ала ойлап қоясыз, деді Гүлнәр. Қайғыны шақырмағанмен, сақтықты ұмытпау керек, деді Таңшолпан. Сапар да осы кезде оның көрегендеріне тағы бір мәрте тәнті болды. Аштық, жалғыздық, жоқшылық, шеттетілу. Осының бәрі Таңшолпанды сындырмаған, қайта шыңдаған екен. Ол енді мұны анық түсінді. Бір кеште балалар ұйықтап болған соң, Сапар пеш түбінде отырған әйеліне қарап, «Саған бірден айтқым келеді», деді. «Айтыңыз?» «Бұрын мен өзімді үйдің иесімін деп ойлайтынмын. Әйелім кеткен соңда солай жүре бердім. Балаларға да, үйге де жеткіліктімін деп ойладым. Бірақ сен келген соң бір нәрсені түсіндім. Үйге тек иелік ету аз екен, үйге жан керек екен». Таңшолпан оған ұзақ қарады. «Мен де бір нәрсені түсіндім», деді. «Адамды кейде ман ғана емес, керек екенін сезінуде тірілтеді екен». Сапар орнынан баяу жылжып, оның жанына жақын отырды. Бұл жолы арадағы қашықтық бұрынғыдай үлкен емес еді. «Сен бізге керексің, Таңшолпан», деді ол жай ғана. Бұл сөзді ол бұрында іспен көрсеткен, бірақ ауызбен айтқанда салмағы тіпті бөлек екен. Таңшолпанның көзіне жас толып кетті. Ол басын төмен салып, «Мен де сендерсіз бұрынғы өміріме қайта бара алмас едім», деді. Сол түні олар алғаш рет өткенде емес, болашақты көбірек ойлады. Қораны кеңейту керек. Келесі жылы тағы егінді көбірек егуге болады. Ғабитті оқудан қол іздірмеген дұрыс. Гүлнәрге тігінді жақсылап үйрету керек. Бекенде де дені сау, ашық мінезді қылып өсіру керек. Осы сөздердің бәрінде мен аз еді, біз көп еді. Уақыт өте берді. Қарабұлақ ауылы да біртіндеп сол үйге үйреніп алды. Енді ешкім Таңшолпанды молданың қызы деп бұрынғыдай шетке қақпайтын болды. Көбі оны Сапардың әйелі, Ғабиттердің апасы, емі бар, қолы шипалы әйел деп атайтын болды. Тіпті бір күні баяғы Күлайша да өзі сырқаттанып қалған немересіне шөп сұрап адам жіберді. Таңшолпан сұратқанын үнсіз берді. Кек сақтамады. Өйткені өмір оны ондай ұсақ өшпенділіктен әлде қашан асырып жіберген. Кейін Күлайша жолыққанда көзін тайдырып қана, «Шөбін көмектесті», деді. Таңшолпан, «Шипасын берген Алла», деді. Сол сәтте екі әйел де өткеннің бәрін ауызға алмады. Бірақ екеуі де іштерінен бір нәрсенің бітімге келгенін сезді. Жыл соңына қарай Сапардың шаңырағы Қарабұлақтағы берекелі үйлердің біріне айналды. Бай болды деуге келмейді. Жоқшылық сол қалпы. Бірақ береке деген байлықтан бөлек дүние екен. Үй іші таза, қорада мал бар, бақшада өнім бар. Балалар үсті басы бүтін, жүзі жарық. Дастарханда ас аз болса да дұға бар. Ұрыс керіс жоқ. Ең бастысы бір-біріне деген сүю бар. Бір кеште күздің сарғыш жарығы терезеден түсіп тұрғанда, бәрі дастархан басына жиналды. Ғабит ер жетіп қалған. Әкесіне көп нәрседе серік. Гүлнәр бой жетіп келеді. Қолы іске мығым. Бекен баяғы үркек бала емес. Күліп ойнап отырған кентек бала. Сапар төрде. Жанында Таңшолпан. Ол осы көрініске қарап отырып, алғаш үйге кірген күнін есіне алды. Үйінде қалған 3-4 уыс тарсын, аштықтан тоңған түндерін. Күлейшаның тізімдегі атын сызып тастағанын. Еңбек етпейтін жан деген ащы сөзді. Даладағы сұр аспанды. Сапардың 3 балам бар деп қысқа сөйлегенін. Сол күн мен осы күннің арасына қанша жас, қанша мұң, қанша төзім сейіпті. Ол бір сәт еріксіз жымиып қойды. «Неге күлдің?» деп сұрады Бекен. Таңшолпан баланың басынан сипап, «Ештеңе. Тек Алланың ісіне таң қалдым», деді. Сапар оның не ойлап отырғанын түсінгендей қарап қалды.
Иә, бір тілім нан үшін кірген келіншек бұл үйге береке болып енген еді. Аштық оны табалдырыққа айдап әкелді. Төзім оны осы шаңырақта алып қалды. Мейірім оны бұл үйдің жүрегіне айналдырды. Ал өмір деген кейде дәл осылай күтпеген жерден өзгереді екен. Адам ең қараңғы күнінде бәрі бітті деп ойлайды. Бірақ сол қараңғылықтың ар жағында өзіне арналған жарық күтіп тұруы мүмкін. Таңшолпан соны кеш түсінді. Бірақ кеш түсінгені де жақсы болды. Өйткені кеш келген бақыттың қадірі ерте келген бақтан кейде кереңірек сезіледі. Сол түні үй іші тыншығанда ол сыртқа шығып аспанға қарады. Қарабұлақтың үстінде жылдыздар жымымдап тұр. Аспан баяғыдай Қарабұлақтың үстінде жылдыздар жымыңдап тұр. Аспан баяғыдай кең. Жел баяғыдай есті. Бірақ енді ол өзін сол кең дүниеде жалғыз сезінбеді. Арқасында жылы үйі. Ішінде өз адамдары. Жүрегінде қорқыныш емес, тыныштық бар еді. Ол ақырын ғана күбірлеп, «Шүкір» деді. Сол бір ауыз сөз оның өткеніне де, бүгініне де, ертеңіне де айтылған еді. Міне ағайын, бір үзім нан үшін бөтен шаңырақтың табалдырығын аттаған Таңшолпанның тағдыры осылай өрілді. Тағдыр оны сындырғысы келді, бірақ құлата алмады. Аштық жанын қинады, хавыздық жүрегін мұздатты. Елдің сөзі намысын таптады. Бірақ сабыр мен мейірімі оны қараңғылықтан жарыққа алып шықты. Кейде адам бақытты іздеп таппайды. Бақыт адамды ең ауыр күнінде өзі тауып алады екен. Таңшолпан да солай. Бір тілім нан іздеп жүріп, бүтін бір шаңырақтың шуағына айналды. Әңгіме сізге қалай әсер етті? Таңшолпанның орнында болсаңыз, сіз қандай шешім қабылдар едіңіз? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге осындай жүрекке жететін әңгімелерді жалғастырып жазуға үлкен шабыт сыйлайды.